Қалайсыздар, құрметті достар, қайырлы таң, баршаңыз көріп отқаныма қуаныштымын. Құдай қаласа, қазір бірер минутта 7-ші сабақты бастаймыз. Предпоследний дейді ғой. Ертең соңғы сабақ, құдай қаласа, соны аяқтаймыз. Керемет деңгейде болады сабақ. Жақсылап дайындалып отырыңыздар. Соңғы 3 күн сабақтарды кешігіп бастадық. Бір рет кешке, 2 рет кешке ұйымдастырдық, бір рет 2 рет кеш ұйымдастырдық. Сонымен қысқасы үйрене алмай қалдық таңертең тұруға. Сондықтан кешірім сұраймын, бәрі жақсы болады, құдай қаласа. Деп. Бүгін Шымкент қаласына жүріп бара жатырмын. Бүгін ертең Шымкентте боламын. Құдай қаласа. Бүгін 7-сі ғой бүгін. 7-сі бейсенбі, 7-ші қыркүйек бейсенбі, 8-ші қыркүйек жұма күндері Шымкентте боламын. 9-шы, 10-шы, 11-ші қыркүйектер Ақтауда боламын, құдай қаласа. Билет алып қойдық, амандық болса барып шуылдатып қайтамыз. Шымкентте жеке наставничествоға бір кісі жазылған, сол кісіні барып жұмысын реттеп қайтуға бара жатырмын. Ақтауға тренингке бара жатырмын. 10-шы қыркүйек Ақтауда тренинг болады. Соған келіңіздер міндетті түрде. Пам-пам-парирарам, пам-парирарам, барам-тарим-барам деп. Карамат болады, карамат. Карамат болайын деп тұр, карамат. Ал таңертең тұратын адамдардың қарасы азайып кетіпті ғой. Көрдіңіздер ғой, бұл менің сабағым үшін ғана тұру керек емес қой адам деген. Адам деген жалпы ерте тұру керек та. Негізі ереже бойынша. Бірақ өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, адамдарға мен сабақта таңертең оқып үйрету арқылы әдетке айналдыруым керек еді. Бірақ өкінішке орай адамдарда әдет қалыптаспаған. Өйткені әйтпесе мен бір 10 сабақта кемі 10 сабақ мен таңертең алып та өтіп жүрмін. Бірақ ол адам санасына кірмесе, әдетке айналмаса пайдасы жоқ. Өмірінің бір бөлігі болып кетпесе пайдасы жоқ. Адам өзгеру өте қиын. 30 жыл, 40 жыл қалғанына, 30 жыл, 40 жыл бойы миға сіңіп кеткен жалқаулық, миға сіңіп кеткен кедейлік философиясына шығу үшін өте көп жұмыс істеу керек, өте көп сабақтар алу керек, өте көп ақша салу керек. Себебі сен біте қайнасып кеткенсің ғой, жалқаулық, енжарлық, кедейлік дегендері темалармен ішіне кіріп, батпағына батып қалғансың да. Одан шығу үшін өте көп еңбек ету керек. Адамдар оны ойлайды, бір-екі сабаққа қатысып, бір-екі философия, сиқырлы бір нені біліп алам, теорияны. Немесе сиқырлы бір-екі ережені біліп алсам болды, өмірім гүл болып кетеді деп ойлайды. Жоқ, олай емес. Қуанты өскөчөк деген солай ойлайды. Бір күн аяқ астынан бақытты болып кетемін, бір күн аяқ астынан бай болып кетемін. Қуанты өскөчөк жасау үшін де біраз қиналу керек, біраз еңбек ету керек, біраз талпыну керек. Әперем-ау деп. Менде сәл ақпарат аздау болып қалыпты. Миды тазалау жалпы энергияны көбейтеді. Мен айтып жүрмін, қанша күнден бері айтып жүрмін. Адам миы қатты жұмыс істеп тұрса, қатты бета состояниеде жұмыс істеп тұратын болса, ол баю өте қиын. Альфа состояниеде жүру керек, оны алдыңғы 7 сабақта айттым. Кванты өскөчөк деген актуалкада тұрған 7 сабақ бар. Сол 7 сабақта мен не дедім? Миы қатты істейтін, жиі жұмыс істейтін адамдар кедей болады дедім. Миыңыз тоқтамай жұмыс істеп тұрса, уайым қайғы толып тұрса мына мида, ол не істейді? Ми оңайлықпен ақша таба алмайды. Себебі барлығын
миға сала береді да, барлығын миға сала береді, миға сала береді, ақылға сала береді. Неге адамдарға мынаны бүйтіп, мен енді қанша адамға наставник болып, қанша адамға ментор болып, қанша адамға ұстаз болып жүрмін ғой. Адамдарға тапсырма беремін мен. Мынаны былай істейсің деп тапсырма беріп жүремін, 5 тапсырма. Соған 1000 кедергі айтады ғой, анандай деп, бүйтіп қалды, сөйтіп қалды, үйтіп қалды деп. Сылтау көп. Сылтау өте көп. Сол сылтаудан шыға алмай жүріп, сен ешқашан не істемейсің. Айтқанды орындамайды да, сылтаулар ойлап табады, кедергілер ойлап табады, бүйтіп қалды, сөйтіп қалды, үйтіп қалды деген сияқты. Бұның барлығы ана миға, ақылға салады. Яғни сенің берген тапсырмаңа саған сенбейді, өзіне сенбейді, значит, Құдайға да сенбейді, скорее всего. Сенбегендіктен не істейді? Сенің берген тапсырмаңнан мін табады. Оны өзі тауып тұрған жоқ, ол өзі жүрекімен сенуі мүмкін саған, бірақ ана ми не істейді? Ей, тексеріп көр. Сен кезінде бүйтіп едің ғой, саған ол бүйтеді деп, қысқасы өзінің мышленесін қосып отырады да, ақылын қосып отырады. Сөйтіп, сондықтан не істейді? Ол айтқанды бірге бір орындамайды, сөйтіп өздігінше орындайды. Яғни ұстазсыз, жалғыз өзі жұмыс істеп жүргенімен ұстазбен жұмыс істеп жүргенде айырмашылық болмайды. Сосын ол айтады, мен бұрын сізбен жұмыс істегенде де солай еді, сізбен жұмыс істемесем де солай еді, значит, сізден білім алғанымнан түк пайда жоқ деп, саған шабуылға шыға бастайды. Яғни сен кінәлісің да оның жаңағы миының қатты жұмыс істеп кеткенде. Сосын мен айтамын, ей, айналайын, қарағым, шырағым, қарғам, ботам деп. Саған мен айттым, мынаны ғана істе дедім. Сен неге оның біреуін істеп, біреуін істемей, бөліп жарып жатсың? Айтқанды істесем, оны істесем бүйтіп қалама деп ойлап едім, ананы істесем сөйтіп қалама деп ойлап едім. Мына нәрсені мен істей алмаймын, мына нәрсе істесем бұрын мен істегенде былай болып қалды деп қысқасы көп нәрсе айтады. Оның барлығына мидағы қоқыстың кесірінен. Мида көп артық қоқыстар бар, ақпараттық қоқыс бар, елден жұрттан естіп алған қоқыс бар. Ана бірге басқа бір ұстаздан оқып жүрген бір досы бірдеңе дейді, анау бірдеңе дейді, мынау жердеңе дейді. Соны бәрін жинап алып сенің неңде салыстырып, сенің айтқаныңды біреумен салыстырып, біреумен жарыстырып, қысқасы ақылға салып отырады. Ол ақыл айтам мен, сенің ақылың, өзіңнің ақылың, былайша айтқанда өткенде бір мысал айттық. Сен тауға көтерілуің керек та, мысалы. Сен тауға көтерілуің керек. Немесе адам өзі бір жетістікке жеткісі келеді, бір шыңға шыққысы келеді. Ал оның ақылы шектеулі, да? Оның ақылды енді мынанша гигабайт деп, немесе мынанша гигагерц деп есептейміз ғой. Ақыл деген, немесе ми деген ол не, ақпарат сақтайтын жер емес та, ол ақпарат өңдейтін жер. Оның примерно гигагерці, мысалы, 1 гигагерцпен жұмыс істейді да. Яғни тауға шығатын болса, медеуге көтерілетін болса, оның объемы 1,5 да, машинасының объемы 1,5. Ол ары кетсе медеуге көтеріле алмайды, ол ары кетсе президентский паркке дейін барады, Алматыда, Әл-Фарабидің бойына дейін. Сосын ары қарай мен айтам оған, давай менің машинама бір, менің машинам объем 3,5 немесе 3 деймін да, 2 есе көп сенікіне қарағанда. Мен не қыл, қиналмай көтерілеміз, уақытылы көтерілеміз, қиналмай көтерілеміз, өзіңді де қинамайсың, машинаны да қинамайсың. Десең ол не істейді? Жоқ, мен осы 1,5-мен барам деп тұрады да. 1,5-мен барасы кеп тұрады. Сөйтеді, 1,5-мен барам деп машинаның моторын отырғызады, яғни жүректі отырғызамыз, өзіміздің миды салып. Сосын машинаны отырғызады, өзіңде көңілі қалады. Сондықтан тауға шығам деген ниетің болса, дені дұрыс көлікке отыру керек қой, енді объем үлкен, көлем үлкен көлікке отыру керек. Мысалы, 3,5-4 литр жейтін, жаңағы объемы сондай 3,5-4 литр объемдағы көлемдегі көлікке отыру керек. Яғни біреуге ақша төлеп жатсың ба, миын, соның миы, сен 1 гигагерцпен істейтін миың көмектеспеді ма, осы ары қарай 2 гигагерцпен істейтін ұстаздың миына жүгінесің. Сондықтан ми не істейді? Оның барлығына кедергі жасайды. Мида қоқыс көп, ақпарат көп. Біз мида жиналған қоқыстың, ақпараттың барлығын білім деп ойлаймыз. Ал оның барлығы білім болатын болса, сен баяғыда аспанда шарықтап ұшып жүретін кванттық поледе. Оның барлығы өкінішке орай не? Қоқыс, білім емес. Білімді сен пайдаланатын жерден пайдаландың, осы дәрежеге жеттің. Ары қарай ол саған көмектеспейді, өйткені ол білім емес, ол не? Ақпараттық қоқыс. Енді миды сол қоқыстардан тазаласақ, біз энергиямыз көбейеді. Сенің жүрегің жұмыс істей бастайды, миың кішкене тазарады.
яғни адам ми тазарған кезде мидағы выгорание кетеді. Выгорание деген сол қоқыс көбейіп кеткен кезде ми шаршап қалады, қайсысын өңдерін білмей, ананы да өңдейді, мынаны да өңдейді, ана мусор качать ететін не болады ғой, айналып тұратын не болады андай. Магнитофон салып магнитофонды не істеп жүреді дейсің, жаңағыдай майдалап жіберетін бір не бар ғой, бір жаңағыдай аппарат. Соған алып тұрып, мысалы, темірді салып жүрсең, оның тістері сынып, ана аппарат не алып қалады да, тісі батпай қалады да, соны аппаратта от шығып кетуі мүмкін, жаңағы сынып қалуы мүмкін. Себебі ол не? Темір өңдеуге арналмағанда, ол пластмассамен, мысалы, мынандай бір пластмасса, сосын жаңағыдай бір майда шүйде сондай бір темір жаңағыдай бір ағаштарды өңдеуге арналған нәрсеге сен аласың да темір салып жүресің. Ол оны өңдей алмай қалады. Тура сол сияқты сіздің де миыңыз көп үлкен білімді өңдей алмауы мүмкін. Сондықтан миды тазалау энергияны көбейтеді, миды міндетті түрде тазалау керек. Күн сайын тазалап тұру керек. Ол күнде ми неғылып қалады, толып қалады. Күнде тазарту тұрғанда галереяға фото, видео толып қалған сияқты миымызда қоқысқа толып қалады, және ол мидың қоқысқа толып қалғаны бізге кедергі жасайды. Бұндай кедергіден қалай құтылуға болады? Қазір мен соны сіздерге айтып беремін. Соны бірге бір істейсіздер, ақыл қоспаңыздар, ақылды болмаңыздар қатты. Не умничать дейді, умничать етудің қажеті жоқ бұл өмірде. Балаларыңызға, өзіңіздің ұрпақтарыңызға умничать етесіз, а так умничать етудің қажеті жоқ. Миды тазалау, артық ақпараттың бәрін азайтамыз. Жаңалықтар, оқуды қойыңыздар, керек емес. Ешқандай президент кімді тағайындап жатыр, Американың президент кім болды, доллар көтеріліп жатыр ма, түсіп жатыр ма, сенде доллар жоқ по-любому, оны қарамай-ақ қой, бәрібір саған әсер етпейді. Сен теңгемен жүретін адамсың. Сен доллармен бірдеңе сатып алып сататын адам емессің. Сенің көңіл күйіңе оның келіп кетер бір тиын пайдасы жоқ. Жаңалықтарды оқи берме. Анау өліп қалды, мынау қайтыс болып кетті, мынау асылып қалды, біреу секіріп кетті, біреу суға батып кетті деген ақпараттардың барлығы не? Ол сіздің миыңыздағы қорқынышты, үрейді көбейтеді. Әдейі сол қорқыныш па үрейде өмір сүрсін деп сондай жаңалықтар таратады біздің мемлекетте. Мемлекеттің ақпараттық саясаты сол, өкінішке орай. Инстаграм парақшалар. Сен кредитінен құтыла алмай өліп талып жұмыс істеп қиналып жатқан кезде біреу ана жақта қыдырып өмірде ләззаттанып жүреді, біреу емес, сен ондайдан жүзіне жазылып алғансың. Сен не өмірді түңілесің. Мен мыналар сияқты қашан жүремін, қыдырып рахаттанып, мыналар вообще жұмыс істей ма деген ой келеді. Сен бейшарада кредит бар, сен бейшарада жұмыс аяққа тұрмаған, сен ананы қарап отырып қолыңды бір сілтейсің да, сен де демалғың келеді. Сен де шамаңа қарамай сол кредитіңмен кредит жаңағыдай рассрочкаге билет алып сен де кетесің тыштаңдап, жаңалармен жарысып. Өйткені сен шамаңа қарамай солармен жарысасың. Енді күнде саяхаттап жатқан адамдар, 5 адам Таиланд, 5 танысың Таиландқа барып жүрген, немесе 5 блогердің Таиландта жүрген көрсең, сен алдынша Таиландқа барасың, шамаңа қарамай. Сен сөйтіп Таиландта да дұрыс демала алмайсың, өйткені сен миыңда қоқыс бар. Миыңда кредит бар, миыңда қарыз бар, сен Таиландта жүрсең де ананы ойлап жүресің, сонымен не Таиландта жоқсың, не Қазақстанда жоқсың, не риба, не мясо болып барып қайтасың. WhatsApp, Telegramда топтар көп андай. Неше түрлі топтарға кіріп алған адамдар бар. Не үшін кіріп алған білмейді өзі. Кластас, группалас, ауылдас, көршілес, парталас, төсектес, тағы не бар. Көп лестер, армиялас, тағы бірдеңе. Не істейсің оны бәрімен, не істейсің, бәрімен араласып, не істейсің оны, не пайда саған? Түк пайдасы жоқ та, мысалы. Бәріне шығып кетіңдер, группа, класстастар группасында бір пайдалы әңгіме айтылады дегенге мен өз басым сенбеймін. Ең пайдалы группа ол ата-аналар группасы мен көршілер группасы. Көршілер айтады саған қандай қауіп келетінін, егер біреудің үйінде суға тасып кетсе, оның судан тасып кеткенін, от шығып жатса, не үшін от шығып жатқанын айтады. Көршілер группасынан шықпаңыздар, сосын ата-аналар. Ол өйткені сен балаңның болашағын айтып беретін аталар. Балған группа, ауылдас, группалас, қырт-сырт группаларын, больницада 5-6 адам бір палатада жатып қалса, солар да бір группа ашып алады екен. Пойызда 5-6 адам бір жерде отырып 2 күн әңгіме айтып барса, сол бір группа ашып алады. Не істейсіздер ондай группалар, түсінбеймін. Телеграм группалар бар. Білмеймін, вообще ешқандай группада жоқ екен, өзім бар ғой. Ешқандай маған ондай WhatsApp-тан ондай приколдар келеді ғой, неше түрлі приколдар, видеолар, ондай видеоны ешкім маған жібермейді, потому что мен кірмеймін ешқандай группаға. Туысқандар, бөлелер деген группа бар. Ойбай, бөлелер. Сосын бірдеңе атаның ұрпақтары деген группалар болады. Бірдеңе атаның ұрпақтары, бірдеңе жиендер деген группа болады. Бірдеңе
ақ көңіл жандар деген группа ашып алыпты өткенде бір. Ойбай, не керегі бар соны түсінбедім да. Соны түсінбеймін. Мұның бәрі қоқыс деп аталады. Телеграмда да сондай топтар болады, неше түрлі. Работа в Германии, работа в Турции, не дейді россияне в Казахстане деген группаларға кіріп алғандар бар. Оның барлығы не істейсіздер, не пайда саған? Түк те содан бір пайдалы бір инсайт алып, сол жерде бір байып кетеді. Группада отырып байып кетеді деген адам көрген жоқпын мен. Сондықтан бұның бәрін тазалаңыздар. Сосын ана галереяда 15 жыл алдыңғы фото-видеоларыңыз тұр. Ол фото-видеолардың бәрін қатты жақсы көріп қимай жатсаңыздар, Google Docs деген бар. Apple'дың өзінің облакасы клауды бар, сол системаға тығыңыздар. Google'дың клаудына тығыңыздар. Telegram группа ашып қойыңыздар, соларға салып қойыңыздар, сохранить етті да. Сонда барлығын істеу керек. Не істейміз? Артық ақпараттың бәрін азайту керек осылай. Осында миларыңыз уже демалады кәдімгі. Миларыңыз демалады, ұйқыларыңыз тыныш болады. Әртүрлі білім тез қонады. Неге бір адамдарға білім тез қонады? Мысалы, мен басыма білім тез қонады, потому что миым таза да. Күнде тазалап отырамын. Бір апта бұрын кездесіп, бірдеңе деп жазсам, мен ұмытып қаламын оны. Маған жаттаудың керегі жоқ. Оның атын, жөні, зачем маған? Күнде бір адаммен сөйлесесің, консультация бересің, оның бәрімен сөйлесіп отыратын менде уақытта, желаниеде, неде жоқ, ниетте жоқ қатты. Бәрін жаттаудың қажеті жоқ маған. Түсіндіңіздер ғой, артық ақпараттың бәрін азайтамыз, артық ақпараттың бәрін тоқтатамыз. Сонда миларыңыз тазарады, мидағы қатты деп тұратын система жайлап басылады, не боласыздар, мына жақта выгорание кетеді, ми ана не істей алмай жатыр, өңдей алмай жатыр ақпараттың бәрін. Сосын қызып кетеді компьютер. Компьютерде 40 вкладка ашып қойсаң, компьютер сөніп қалады. Сол сияқты сен де өшіп қалмау бұрын, өшіп қалмай тұрып не істеуің керек? Миды ақпараттарды азайтасың. Мидағы ақпараттың бәрін азайтасың. Сөйтіп жүрекне жылай бастайды. Мида уайым-қайғы азайғаннан кейін, мида қоқыс азайғаннан кейін, уже сен Құдайға сене бастайсың, Құдайға рахмет айта бастайсың, өзіңнен өзің тақуа бола бастайсың, былайша айтқанда. Ақпарат жолың ашыла бастайды, былайша айтқанда. Артық ақпараттың бәрін тоқтатамыз. Телефон контактілер, оқылмайтын кітаптар, киілмейтін киімдер, пайдаланылмайтын заттар, бәрін лақтырыңдар. Телефон контактілер. 1040 адамның телефон нөмірін жазып алады. 1040 адам телефонын жазып алып не істейді? Сөйтіп соның барлығын білмейді оны, кім қайда танысқан, не үшін танысқан, не үшін жазып алған білмейді, әйтеуір тұр ана телефон. Оған ешқашан звондап шаруасы жағдай сұрамайды. Қысқартыңыздар, телефонның қараңыздар да, телефонды тазалаңыздар. Оқылмайтын кітаптар ма, оқитын адамға беріңіздер. Мен 10 кітабым бар, мен 10 кітапты оқып тастадым, немесе 10 кітапты оқып тастадым, немесе 10 кітапты оқым келмейді, кімге берейін деп беріп тастаңыздар. Бұрынғыдай Мұхтар Әуезов, кім Қонаев сияқты үйіңізді 1000 кітапқа толтырып қойып, ақылды болып көрінетін заман емес қазір. Ақылдысың ба, контент жаса. Ақылдысың ба, кітап жаз. Ақылдысың ба, білмеймін. Басқа не істейсің? Біліміңді қайда жұмсайсың, егер оны контент қылып салмасаң, ол біліміңді кітап қылып жазбасаң, сен білімді екеніңе не пайда? Білімді жігіттер көп, бәрін білетін жігіттер бар. Не бір кітап жазбаған, не бір контент жасамаған. Ешқандай контент та жоқ, кітап та жоқ. Ол сен біліміңді өзіңмен бірге көрге алып кетесің ба, оның біреу не шәкірт дайындамайды. Білімің бар ма, шәкірт дайында. Шәкірттерің айтып жүреді кезінде осылай ұстазымыз оқытып еді деп. Кітап жаз, кітапта қалады сен айтылған, алған білімің барлығы кітапта қалады. Немесе видео түсір, видеода қалады. Ал егер ол үйде сақтап қойып не істейсің 1000 кітапты? Сен Әуезовсың ба? Әуезов ол өзінің кітаптарымен, шығармаларымен, интервьюлармен өзінің 1000 кітаптан алған білімін қалдырып кеткен. Қазіргі 1000 кітаптан сотыңа сақтап қой, PDF вариантын болды сол. Балаңа көрсетесің, міне папаң 1000 кітап оқыған, 1000 кітап бар. Папам онда 1000 кітап оқысаң неге кедейсің деген кезде сен ступорға тірелесің уже. Кедеймін, потому что ақпаратты өңдей алмадым, тупо оқи бердім. Басым жарылып кетейін деп жүрмін шашым ағарып. Атак қалтамда көк тиын жоқ. Балдарың солай сұрайды, неге сен бай емессің дейді егер сонша кітап оқысаң. Если ты такой умный, почему не богатый деп еврейлер айтпақшы. Сондай ақылды болғаннан пайда жоқ, егер қалтаңда көк тиының болмаса. Ақылды білгіш, көбіне кедейлер ақылды білгіш болады. По всем параметрам, по всем направлениям, по всем отраслям таксисттер деген бәрі ақылды, бәрін біледі таксисттер. Неге олар таксовать етіп жүр? Потому что өтірік қоқысты жинап алған, ары қарай оны қалай жұмыс етуді білмейді. Немесе тек керек емес заттарды жинай береді. Киілмейтін киімдерді лақтырыңыздар.
Киімдерді не істеуге болады? Бомждарға бересің, ана мусорға қойып қоясың, шығарып, өздері бомждар келіп алып кетеді. Болмаса туысқандарға ана болады, өзі бөлелер, жағдай жоқ. Туысқандар, нағашылар, жиендер деген сияқты көп түрлі нелер бар. Қазақта туыс көп бар. Заттар атам десең, сен киімің еще брендовый болса, любой келіп алып кетеді. Үйіңнен келіп алып кетеді. Болмаса бомжға қимасаң, туысқанға қимасаң, онда алда мусорға барды өртеп жібер, ауылда тұрсаң. Өртеп жіберуге жаңағыдай сіріңкені қимасаң, уақытыңды қимасаң, онда мусорға лақтырып жібер, өз мусор алады да құртады. Киілмейтін киімді ана гардеробқа толтырып қоюдың қажеті жоқ. Не киемін деген сұрақ бар. Егер сізде күнде бір жаққа шығатыныңызда не киемін деген сұрақ болса, вроде бәрі толып тұр, бірақ не киетініңізді білмесеңіз, значит ана қоқыстың бәрін визуальный қоқыс қой, ақпараттық қоқыс емес, көз алдыңызда қоқыс болып тұрады. Көп та, бірақ пайдасы жоқ. Визуальный қоқыстың бәрін аласыздар, лақтырасыздар. Пайдаланылмайтын заттар ана қорадағы мусорлардың бәрін жинай беретін бір орта ғасырдың әңгімелері бітті. Біз қораға бұрын зат жинайтынбыз. Анау керек болып қалады, мынау керек болып қалады деген сол жаңағы кедейлік психология ол. Керек болып қалады. Яғни қимайды ештеңені. Ескі құсқа бір магнитофондар жасады. Бұл керек болып қалады. Сымдар жатады, керек болып қалады. Жіптер жатады ана жерде. Сеткалар жатады. Сетканың не үшін керек екенін білмеймін. Тағы не бір аралар бір пайдаланылмайтын, тап басып қалған. Балғалар неше түрлі. Тағы не бар. Құдай-ау ана коляскалар жатады жаңағыдай бір. Не көп түрлі бәле жатады ана қорада, балконда. Тазалаңыздар, балкон, қора бәрін, ескі құсқының бәрін тазалаңыздар, миыларыңыз жеңілдейді. Үйдегі мусор тазалап отырыңыздар. Күнде мусор шығарасыздар. Мусор менің ең жақсы көретін жұмысым мусор шығару. Әйелім мусор берсе қақтанып қаламын. Сол мусорды апарып лақтырамын ғой мен ана неге мусорный ящикке. Сол кезде миым тазаланып қалған сияқты болады. Ескі құсқа шашылған заттарды көрсем, нервім қозады вообще. Ана машинасы бұғып жүретін жігіттер болады. Баклашкілер, ана баланың аяқ киімдері, әйелінің сырғалары, жаңағыдай бір документтер, бір договорлар, жаңағыдай бір кәдімгідей 10 миллион, 20 миллионның договорлары, тендердің қағаздары, папкілер, бірдеңелер шашылып жататын жігіттер болады. Ей, сен S-класс мініп жүрсің, ей, сен бір RX 300 мініп жүрсің, Lexus мініп жүрсің, Lexus 500 мініп жүрсің. Сен зикр мініп жүрсің, ойбай, ана машинаның қадіріне жетсе айналайын. Бачты ода, Porsche Cayenne мініп жүретін, бағып жүретін жігіттер болады. Сол жігіттердің машинасымен кезде айтам, ана баклашқа жинап берші, өзіме лақтырып тастайшы, саған жасаған бір пайдам болсын. Ішкен жаңағы бір апта алдыңғы сушняктары жатады. Сондықтан бұның бәрі ауру ғой, ауру. Лас өмірді жақсы көретін ауру. Көрдіңіздер ма? Сен мана жағы бардагада, миы барда, компьютерлеріне, ана әйелдердің компьютерлерінің барлық файлдары неде тұрады, рабочий столда. Бағып атыр, ана тойдың да суреті тұр, ана бірдеңенің отчеты да тұр, бірдеңенің презентациясы да тұр. Ана жұрт көрмейтін жаңағыдай жылдық отчет ақшалардың смета да тұр. Барлығы рабочий столда тұрады әйелдердің несінде жаңағы. Қоқыс, визуальный қоқыс, ақпараттық қоқыс, потому что мана жақ қоқыс. Ана нелері бар ғой, сумкілері бардак болады ғой әйелдердің. Қолын тұқ жүреді, болмайды, қырық зат бар ана ішінде. Бұның барлығы адамның кішкене қоқысқа бейімділігін, лас нәрсеге бейімділігін, тәртіп деген жоқ екенін, жалпы адамның жүйесіз екенін білдіреді ғой. Жүйесіз, дисциплинасыз, білмеймін енді. Сөзім жоқ қой, ондай адамдарды түсінбейді екенмін, қабылдай алмайды екенмін. Желательно сондай адамдарды емдету керек деп ойлаймын өз басым. Сіздер қалай ойлайсыздар? Дұрыс па айтып отқаным? Қате ма? Дринг, дринг, туририни, тинг, тинг, турирарай, турирым там, там, турирарай. Жауап жазсаңыздаршы, ағайындар. Неге мына жарық дұрыс болмай тұр? Қоқыстар тазалауға кірісіңіздер, қазір. Бүкіл шаруаны тастаңыздар да қоқыс тазалаңыздар. Мидағы мусорлар сонда тазаланады да кетеді мидағы мусор. Бұның бәрі квант өскөтчөкке алып келеді, уайымдамаңыздар. Энергияны көтеру ғой просто. Алдында да талай рет айтқам. Тағы да айтам, 5-ші рет айтып отырмын осы нәрсені сабақтарда. Қайталай беру керек, потому что
ана инстаграмында жаңа бардак суреттер бірдеңелер бұлдырап кеткен калькулятормен түскен суреттері бар адамдар, оларды да өшіріп тастаңыздар, керек емес. Калькулятормен түскен суреттер ешкім қарамайды да. Инстаграмды тек ақша табу мақсатында пайдалану керек қой. Ақша табу. Инстаграмда ақша таппайсың ба, значит отырмау керек инстаграмда. Тиктокта ақша таппайсың ба, отырма болды. Просто менің туысқандар суреттерімді көреді дейтін болсаң, оны WhatsApp-ыңа салып қой да, группаға, білмеймін енді. Google Дискқа суреттерді салып қой да, сол Google Дисктің сілтемесін бер, если что, мен суреттерім керек болса, осы жерден қарайсыздар да. 15 подписчикпен, 100 подписчикпен не істеп жүрсіздер жалпы инстаграмда. Кетіңіздер, кішкене босатыңыздар мына жерде информациялық қоқыстан. Онда бұл да қоқыссың да, сен подписчиктердің арасында қоқыссың. Себебі сенің суретің, сенің контентің ешкімге қызық емес. Ешкімге қызық емес. Түсінікті ма? Кірдіңдер ма, жару керек, жара алмайсың ба, кірмеу керек вообще. Бастадың ба, аяқтау керек, аяқтай алмайсың ба, бастамау керек. Немесе аяқтай алмайсың, тастау керек. Пространствоға жаңа нәрсе келу үшін, бұл дұрыс айтады, ескі нәрсе кету керек та. Көрдіңіздер ма? Сен үйіңе неге жаңа мүлік келмейді, жаңа технология келмейді, жаңа орып техника келмейді, потому что үйіңде мусор бар. Ол жерде бір нәрсе тұр. Сол нәрсе кеткен кезде, орны босаған кезде, орнына жаңа нәрсе келеді. Мидағы қоқыстарда кеткен кезде, миға жаңа білім қонады. Түсіндіңіздер ма? Жаңа инстаграмдағы қоқыс мусорды алып тастасаңыздар, жаңа контент сала бастайсың. Өзі бос болып тұрмайды, ол пространство бос тұрып тұрмайды. Бір нәрсе кетсе, орнына жаңасы келеді. Сол үшін ақшаны жұмсай беру керек. Ақша түсті ма, жұмсаңыздар от души. 20% алып қалды, қалғанын жұмса. Орнына жаңа қайтадан ақша келеді. Зато сен деңгейің өсе береді ақша жұмсаған сайын. Біз не істейміз, бүкіл ақшаны ұстап аламыз да сараңдық танытып отырамыз. Көпшілікте банкке адамға қарыз бар, біз неге вообще қарызбыз? Бәріне ипотекаға батып қалып, бәрінде адамдарға қарыз. Жалпы біз қарызға белшесінен батқан халықпыз. Неге? Осының себебін айтып берейін. Не үшін де ойлайсыздар, неге қарызбыз банкке, адамға? Не дұрыс емес? Не себеп болуы мүмкін? Не үшін қарызбыз? Мышление дұрыс емес, уәдемізде тұрмаймыз, фокус қарызды көп ойлаймыз, тапқаннан артық жұмсау дейді. Бәрі дұрыс, енді себебін айтайын. Бұның барлығы негізі ментальный қарыздан басталған ғой. Өзімізге, өзгеге берген уәденің қарыздары. Анан уәде береміз, ана. Дүйсенбіден бастап спортпен айналысам деп қанша рет айттыңыздар? Қанша рет орындамай өзіңізді алдадыңыз? Өзіңізді алдадыңыз, мысалы, орындаған жоқсыз уәдеңізді. Өзгеге бердің, осындай кезде барам дедің, бармадың. Осындай кезде кездесеміз дедің, кездеспедің. Осындай кезде істеп берем дедің, істеп бермедің. Уәдені бере бересің, уәдені орындамайсың. Құдайға қаншама уәде бердіңіз? Болды, міне. Жұма намазға осы бүгіннен бастап барам дедіңіздер. Жоқ, жұма намазда жоқ, дымда жоқ. Құдайды да алдап жүрсіздер, өзіңізге де уәде бересіз, өзгеге де уәде бересіз, қайсысын орындамайсыз. Оқылмаған кітаптар, курстар мен білімнің қарыздары. Неге сіздер курстарды аласыздар, оқымайсыздар? Сосын ренжисіздер, мен анан оқи, мынан оқи, маған қонбайды деп. Қонбайды емес, сен оқымайсың просто, саған энергия жоқ. Сен потому что 10 курс алғансың, бәрін оқымай тастап кеткенсің, ақша далаға кетіп отыр. Ақша, курсқа жұмсалған ақша ренжіп қалған. Былайша айтқанда, курстың өзі де ренжіп қалған саған. Курс айтады саған, мына оңбағанға барудың қажеті жоқ, мынадан пайда жоқ дейді. Сіз сол кітаптарды оқимын деп алып оқымағандықтан, сізге келесіде кітап оқығанда миыңызға кірмейді. Курстарды оқимын деп алып, оқымай кетсеңіз, курс сізге қонбайтын болады. Курста, кітапта сізден ренжиді. Оларында энергетикасы бар, оларында жаны бар. Просто ол жаны сіз сенбейсіз, сезбейсіз. Көрдіңіз ғой? Менің энергиямен 40 күндік драйвтен кітабымды алып оқымасаңыздар, ана кітапты ренжітсеңіздер, ешқашан энергия болмайды сіздерде. Біліңіздер, ана кітапты оқып, до конца бүкіл техникасын толтырып, ана кітапты екіншісі бар ма, тағы екіншісін алып толтырайын деп айтпасаңыздар,
ана кітаптан энергия сіздің өмірбайғы энергияңызды алып тұрады ана кітап. Сондай қылып жасаған мен. Оқып, ізденген, оқып, тапсырманы орындаған адамдарға энергия береді, оқымайтын адамдардың энергиясын алады да маған береді. Сосын жүресіздер, энергияларың болма, бүйтіп көздерің мөлдіреп, өлейін деп жатқан қайтақ дейді. Қоғам нашар болып кетті, ел азғындалып кетті, билік оңбаған деп жүресіңдер. Ана тиктокта парақшаңда бір сурет жоқ, 10959 деген аккаунтпен ананы жамандап, мынаны жамандап жүресіздер. Кітапты ренжітпеңіздер, оқымайсыңдар ма, біреуге беріңдер. Курстарды оқымайсыңдар ма, жабыңдар, аккаунттарды жаңағыдай не істеңіздер, өшіріңіздер, немесе біреуге беріңіздер ол курсты оқымайтын болсаңыздар. Сөйтіп пайдалы жасаңыздар, сөйтіп курстың ақысын өтеңіздер. Яғни курстың ақысын өтемегенсің ғой сен. Кітапқа 5000 теңге төледің, ақысын өтемедің. 10.000 теңге төледің, ақысын өтемедің. Ананда мында ақшаны шашасың, оны оқымайсың. Содан кейін сенің миыңа не кірмейді, білім кірмейді. Ақысы берілмеген дене мүшелерінің, кешіккен уақыттың, жасалмаған істердің қарызы. Аяғыңа жүру керек. Аяқ жүрмейді, ол жатады күні. Көз көру керек, көз көрмейді. Құлақ есту үшін жаралған, естімейді. Мұрын иіскеу үшін жаралған, жаңа иіскемейді ол. Дене тренировка жасау үшін келген бұл өмірге. Ол дене тренировка жасамаған 90 күн болды, примерно. 1 жыл болды, 10 жыл болды. Денеге ақысын берілмеген. Махаббатпен айналыспайсыздар уақытында. Оның да дене мүшелеріне, жыныстық мүшелеріне өзінің ақысын беру керек. Еркек болып кеткен қатындар көп қазір мысалы. Еркек көрсе шошиды кәдімгі. Ойбай, керек емес, ойбай, қажет емес деп. Көрдіңіздер, еркектер бар жаңа, әйелге жоласаң күнә болады, әйелден жаңа өйтсең бірдеңе болады деп сол жүреді жаңағыдай не болып, простатит болып жүреді. Ешқашан ана мүшені пайдаланбайды ол. Сондай заттардың барлығы ол дене мүшелеріне махаббат берілмегендіктен, энергия берілмегендіктен, ақыл берілмегендіктен, уақытында жұмыс істемегеннен кейін, оның ақысы берілмегеннен кейін, ол керек кезінде олар жұмыс істемей қалады ол нәрселер. Кешіккен уақыт. Сен ана жерге 5 минут кешіп барасың, ана жерге 5 минут кешіп барасың, ана жерге жарты сағат кешіп барасың, анда 1 сағат кешіп барасың. Осы кешіккен уақытты сен біреумен кездесуге жарты сағат кешіп барсаң, значит сен оның жарты сағат адамның өмірі қашан бітеді? Уақыт өткен кезде бітеді. Адамның уақыты мысалы 60 жыл, 70 жыл, 100 жыл деп алсақ, сіз оны жарты сағатқа өлтіріп тастадыңыз деген сөз ғой. Ол басқа жұмыс істей алмайды. Тупо отырады сол сізді жарты сағат күтіп. Сондықтан сіз оны жарты сағатқа өлтірдіңіз. Ананы жарты сағатқа өлтіресің, ананы 5 минутқа өлтіресің, ананы 10 минутқа өлтіресің, сөйтіп жинасақ біз 1-2 жылға өлтіріп тастаған адамдарымыз бар. Өмір бақи өлтіріп тастаған адамдарымыз бар. Ананы күттіресің, мынаны күттіресің, анда кешігесің, мұнда кешігесің. Оның барлығы энергияны алады. Жасалмаған істердің қарызы. Ананы істеймін дедің, істемедің, мынаны істеймін дедің, істемедің. Кітап жазам дедің, жазбадың, контент салам дедің, салмадың, тренировкамен айналысам дедің, айналыспадың, бизнес бастайым дедің, бастамадың, таргет жіберем дедің, жібермедің, SMM жалдайым дедің, жалдамадың, прогресс жасайым дедің, жасамадың, курс жасайым дедің, жасамадың, шетелге барып оқимын дедің, оқымадың, әйелін шетелге шығарам дедің, шығармадың, әйеліңе гүл берем дедің, гүл бермедің, алтын алып берем дедің, алтын алып бермедің, сыйлық алып берем дедің, алмадың, машина алам дедің, алмадың, үй алам дедің, алмадың, бала туғызам дедің, туғызбадың. Балаларымды дұрыс мектепке орналастырам дедің, үйленбей жатып, істеген жоқсың, дұрыс детсадқа да орналастырған жоқсың. Вообще сен түк істеген жоқсың бұл өмірде. Осыны түсініп ал. Ерте тұрам дедің, тұрмадың. Ағылшын үйренем дедің, үйренбедің. Кітап оқимын дедің, үйрене. Нұрекеңнің бүкіл сабақтарын бір қарап шығу керек дедің, қарамадың. Өтірікті ұра салдың, қарадым деп. Менің бүкіл сабағымды қарасаңдар, маған фанат болып кететін едіңдер. Маған өмір бақи жазатын едіңдер жекеге. Күнде рахмет айтып. Оны істеп жатқан жоқсыздар, көрдіңіздер ғой. Бұның барлығы ананы істеймін, мынаны істеймін деп сөзді беріп істемегеннен кейін сізде ешқашан жолыңыз болмайды, құрметті ағайындар. Өмір бақи сорлы болып өтесіздер. Өмір бақи бейбақ болсын. Квантовый скачок вам не видает мына түрлеріңізбен. Ешқашан көрмейсіздер квантовый скачокты. Потому что сіз өтіріксіз, потому что сіз екі жүздісіз, потому что сіз еріншексіз, себебі сіз жалқаусыз, енжарсыз, масылсыз, сорлысыз, бейбақсыз, адам емессіз. Былайша айтқанда жануарлар сізден жақсы. Сиыр хотя бы сүт береді, тері береді, ет береді. Сізде сүт те жоқ, ет те жоқ, тері де жоқ. Бет деген мына беселі, қалың болып кеткен. Беттеріңде сөз өтпейді, намыс жоқ, ұят жоқ, ар жоқ. Ар, намыс деген тапталып қалған уже. Ұят жоқ, көрдіңіздер ғой. Адам болыңыздар бірінші. Бірінші адам болып алыңыздар, сосын бай адам боласыздар.
Бірінші адам болмай тұрып, эмоцияңды реттемей, тұлғалық қасиеттіңді реттемей, рухани дамуыңды реттемей, саған ақша келмейді. Себебі әлі ересек адамға айналмағансың. Сен әлі жас баласың, еркелеп жүрсің өмірге, жылап жүрсің. Түсіндіңіз ба? Жылап, еркелеп, анаған бір ренжіп, мынаған бір өкпелеп, мынаған бір обидаңды айтып, мынаған бір претензияңды айтып жүрсің, сен ересек адам емессің. Ересек емес адамға, кішкентай балаға кім ақша береді? Шоколадына, кәмпитіне ғана ақша бересің, одан артық беруге болмайды. Давай мен саған лучше өзім алып берейін деп айтасың. Сол сияқты сіздерге де ішіп жеуден, квартираңыз бен кредитіңіз төлеуден артық ақша берілмейді. Себебі одан артық ақшаны сіздер ұстай алмайсыздар. 10 миллион, 100 миллион сіздер таппайсыздар, өйткені сіздер ондай ақшаны ұстап көрмегенсіздер, ұстай алмайсыздар, ондай ақшаны ұстағаныңызда қуып кетесіз. Кішкентай балаға мысалы 100 мың теңге берсең, не істейді ол? Не істейді? Ол азғындалады, құртады ол бірдеңеге ұрынады. Мен ойлар қабылдамаймын. Өліп қалған намыс мынадан кейін тұрмаса ұят дейді. Намысыңызда, басқа жеріңізде барлығы тұру керек мынадан кейін. Тұрмаса білмеймін. Осылай бір күні ұрсып айтамыз, бір күні кішкене эмоциямен күлдіріп айтамыз, бір күні жылатып айтамыз. Бүгін енді білмеймін, жерге тығып тұрып айтып жатырмын, ана дноға басқаныңыз. Тығып тұрып, былай. Суға басын тығады ғой адам былай. Жүзе алмайтын адамның басын суға тықсаң қорқады ғой, сондай қылып айтып жатырмын. Өздеріңізді нормальный, дұрыс адам болып алсаңыздар шалым. Бірдеңе болса Құдайға жалбарына бермеңіздер. Бірдеңе болса Құдайға не қыла бермеңіздер. Құдайдың басына орта бермеңіздер. Өздеріңіздің Құдайға дейінгі вопростарыңызды шешіп алсаңыз, Құдайға дейінгі. Іштеңін жұмыс істемей, Құдайға жалбарына беруді шында ұят болу керек адамда бір кішкене. Сен адам ретінде бір міндеттеріңді орындап алсай алдың, сосын Құдайға жалбарынасың. Тұрып алып таңнан кешке дейін Құдайға жалбарына бермей, жұмыс істе кішкене, еңбек ет, өзің айналаңды тазала деген сияқты. Адамдар энергия. Энергияны алатын да, беретін де, көбейтетін де адамдар. Дұрыс адамдармен араласу керек. Ескі құсқы араласпайтын, ұнатпайтын адамдардан арылыңыздар. Біреу саған ұнамай ма, хабарласпа, блоктап таста, білмеймін мен. Жолама ол адамға. Просто тек для приличия араласып, жаңағыдай не істеп, жаңағыдай қалай көңіліне қалып қоймасыншы. Кезінде ата-бабаларымыз бірге туып қалған екен, сол үшін ғана араласып керек емес. Ұнамай ма, араласпа. Энергия бермей ма адам саған, араласпа болды. Енді тек энергияны алып өзің жей берсең, олар сізбен араласпайды, сәйкесінше, конечно. Энергия кім береді, кім сіздің айтқаныңызды тыңдайды, кім сізді тыңдай алады, кім сізге өзінің жанашырлығын білдіреді, энергия беретін адамдармен араласыңыздар. Энергия бермейтін класстас, группалас, ауылдас, туысқан, көршілес, кезінде армияда бірге болған, пайдасы жоқ адамдардың бәрінен арылыңыздар. Олардың бәрі сіздің энергияңызды жейді. Ол сізден еще қарыз сұрайды, ол еще сізге проблемасын айтады, ол еще проблемадан шықпайтын біреу болуы мүмкін. Оның бәрі жертвалардан айырылыңыздар. Айналаңызда жертвалар көп па, бүгіннен бастап бәрінен ат тонын ала қашыңыздар. Старый друг, как старый чемодан дейді. Тастайын десең қимайсың, көтеріп жүрейін десең өте ауыр дегендей. Чемодан тастаңыз да қолдарыңызға портфель алып шығыңыздар. Вообще ештеңе ұстамауға да болады. Сотканың ішінде барлығы бар, кітап та бар, білім де бар, документ те бар. Қазір старый чемодан ұстайтын заман емес. Қазір рюкзак ұстайтын заман, қазір портфель ұстайтын заман. Қазір вообще бір телефонның ішінде сыйғыз жіберетін заман. Көрдіңіздер ғой? Бірінші энергиясы бермейтін адамдардан не істейсіз? Ажырайсыз. Екінші, сол энергия беретін адамдар жаңадан орнына басқа адамдар келеді. Бір адам кетсе, басқа адам орнына келеді. Адамсыз қалып қоймайсыздар. Маугли емеспіз ғой орманда өмір сүреді. Қазақстанда орманда болған жоқ, бәрі жанып кетті. Қазақстанда айдала, айдалада жүресің. Ой десең, ар жақтан бір адам табылады айтар. Орман жоқ бізде, орманның бәрі өртеніп кетті. Маугли бола алмаймын. Біздің қазақ жеріне Маугли шықпайды себебі бізде орман жоқ. Көрдіңіздер ғой? Бізден тек асан қайғылар шығады. Жүріп қайғыра беретін адамдар шығады. Ана жер дұрыс емес, мына жер дұрыс емес деп. Адамдар энергия. Адамдармен қалай араласасыз? Ол адамдар деген кімдер олар? Сол кімдер екенін анықтап алайық алдымен.
өміріміздегі адамдар, отбасы, бала шаға. Отбасыңыз бар, күйеуіңіз бар, әйеліңіз бар, олармен қалай қарым-қатынас құру керек? Әйеліңіз ол сіздің бет-бейнеңіз. Сен қандай болсаң, әйелің де сондай. Кейбір әйелдер айтады, күйеуім ақша таппайды, күйеуім жұмыс істемейді, білім алмайды. Айтып, сен өзіңді білім алмайсың, сен де өзіңді жұмыс істеп жатқан шамалы ғой деймін да. Сен қандайсың, күйеуің де сондай. Мен күйеуім ішеді, мен күйеуім жұмыс істемейді. Потому что энергиясының бәрін сіз алып ана деген ез қылып жібергенсіз ғой. Ерді, жап-жақсы еркекті ез қылып жібергенсіз. Энергиясын алып, діңкесін құртып жібергенсіз ғой. Анада бейшарада энергия жоқ. Енді содан құтылғың келіп жатыр. Құтылғысы келеді. Құтылайын десе бала шағасын қимайды, құтылмайын десе тоже старый чемодан сияқты, алып жүрейін десе ауыр, алмайын десе кәрі дегендей. Сондықтан не істеу керек? Күйеуіңізді дамытамын, біреуді дамыта алмайды, ол өзінің ақыл есі емес. Сен өзің дами бересің, қалатын еркек қалады, кететін еркек кетеді. Дамитын еркек қаламын, отбасы боламын деген еркек сенің артыңа ілесіп дамиды. Сіздер только өздеріңіз әдемі бола бастаңыздаршы, күйеуіңіз де әдемі бола бастайды. Ана қарын кетеді күйеуден, ішуді қояды. Сен әдемі бола баста, сен красавица бола баста, сен білімді бола баста, сен ақша таба баста. Таба бастаған кезде күйеуіңізде автомат түрде өзгереді, балаларыңыз да өзгереді. Балаларың кітап оқитын қалайсың ба, өзің күнде кітап оқып отыр. Күнде кітапты ашып, парақтап, беріліп оқып отыр, соны балалар байқайды. Ё-моё, мамамыз беріліп кітап оқып отыр, не бар екен дейді да, бізге де кітап алып бер дейді. Ал өзің таңдан кешке дейін шұқылап, жаңағы блогерлердің, әнші-пәншінің өмірін бақылап отырасың. Балаң да сол интернеттен, жаңағыдай YouTube қарайды, TikTok қарайды балаңда. Балаң да тура сен сияқты болып шығады. Өзің өмір кітап оқымайды, адам әйел айтады бір, мен балаларым кітап оқымайды дейді. Өзің кітап оқисың ба десем, мен оқысам басыма кірмейді, ұйқым келеді дейді. Енді жалқаусың, сен топассың, сенің де балаң топас жалқау болып шығады. Сен балаң енді алып вундеркинд болып кетпейді ол конкретно. Ген ғой, енді геннен генге өтеді ол. Вундеркинд болмайды, сен вундеркинд болмағансың өйткені. Деп айттым, сосын дейді да қойды. Оны түсінген жоқ, оны ана әйел. Қанша айтсаң да, прямой айтып отырмын ғой, оны түсініп отқан ол әйел жоқ. Оқитын шығарып жіберген деп қояды. Жасың 40-қа келді, енді қашан оқисың? 40-қа дейін кітап оқымаған адам. Сондайлар көп екен, 30-40-қа дейін кітап оқымағандар көп екен. Біз Қазақстан деген кітап оқудан әлемде 200-ші орынға ма, 150-ші орынға, Африкадан ғана жақсы шығармыз болдық. Бұл бейшарада Африкада оқитын еді, кітап жоқ. Тамақ жетпей жатыр, айтып, кітап берсең, кітапты оқиын деп тұр. Оларға кітап жетпей қалған. Бізде кітап көп елде, оқитын адам жоқ. Өткенде жаңа қаңтар оқиғасында арақ, шарап нені магазин тонаған, тамақты тонаған, бірақ кітап, Алматы кітапты ешкім тонамаған да, мысалы. Потому что кітап ауыр бір жағынан, неудобно вообще көтеруге, қолынан түсіп кетуі мүмкін. Оған қоса ол жаңа туалетный бумаға да жарамайды, ол дұрыс сүртілмейді да кішкене. Вообще ештеңеге жарамайды. Сондықтан ол кітапты ешкім алмайды. Көрдіңіздер ғой. Ата-ана деген бар. Бала шағаны түсіндірдім, бала шағаны тәрбиелеу үшін өзің өзгересің болды. Күйеуің өзгергің келсе, өзің өзгересің. Қатының өзгергің келсе, өзің өзгересің болды. Басқа вариант жоқ. Ата-анамен өкпесі қара қазандай адамдар бар. Әке-шешем ақша дұрыс тапқанда, мен бұлай қор болып жүрмес едім. Әке-шешем үйтпесе, мен бүйтпес едім, сөйтпесе, үйтпесе. Мен айтам, сен әке-шешең қандай болса да осылай істер едің, потому что сенің миың жоқ. Әке-шешені кінәлаймыз біз, әке-шешені жек көреміз, әке-шешеміздің ішіп кеткеніне өкінеміз. Өзің сұмдық намаз қансың, өз 1 жыл болған бастағанына. Әкеңді не істейсің, осуждать етесің, алқаш, наркоман, шегет, аузына келген оттайды. Сен соның ұрпағысың, между прочим, если что, есіңе салып қойдың. Сен туған әкелген сол. Әкеңді мойындамай, ешқашан ақша келмейді, үлкен табыс келмейді. Өйткені әке, оның аржағында ата бала, жеті атаңды мойындамайсың деген сөз ғой. Тегіңді мойындамайсың деген сөз. Тегін өзінің тегімен мақтанбаған, өзінің тегін білмеген, өзінің тек деген ол сенің әкеңнен басталады. Әкесін құрметтемеген, әкесін мойындамаған, әкесін құнсыздандыратын адамда ешқашан тексіз болады олар. Шу ақша алмайды. Онда тексіз адамға ақша келмейді. Түсіндіңіздер ма? Не үшін әкеңмен обиданы проработка жасамай, сен байымайсың деген сөз. Ақша, байлық, опора деген нәрсе ол әкеден келеді. Көрдіңіздер ма? Әке деген ол асқар тау.
сен Асқар Тау дегенде үлкен ақша, үлкен власть деген сөз, билік деген сөз. Саған билік керек па, ақша керек па, онда будь добр, әкеңмен отношениеңді ретте. Қайтыс болып кеткен болса, бар да несіне бар, басына бар да Құран оқыт, кешірім сұра, жыла, сол жерде жат, отыр 1-2 сағат, ойлан өмір жайлы. Мен де бір күн осылай өлем ғой, балаларыммен мен де осылай Абидамен кетіп қалмайын деп. Абидаларың оған баратындай мүмкіндік болмаса хат жаз. Әкеңе не айта алмадым? Бәрін жақсы көретін едім, негізі жақсы көрдім. Кезінде дұрыстап жеткізе алмадым. Кезінде осы қадіріңді білмедім. Әкелеріңіздің мынандай кішкентай істеген нәрсесін мынандай үлкен бір тау қопарған сияқты қылып бағалаған кезде, сіздің де титтей еңбегіңізді жұрт не істейді, үлкен таудай қопарған сияқты бағалайды. Әкеңді сыйламай, әкеңнің разылығын алмай, сен ешқашан оңбайсың. Түсіндіңіздер ма? Жетім өстіңіздер ма? Әкеңіз алқаш болды ма, қылмыскер болды ма, террорист болды ма, жезөкше болды ма, тағы не болды ма, наркоман болды ма, сен сол кісінің бір тамшы несінен шықтың. Қандай адам болса да, ол сен үшін әке болып қалу керек. Бүкіл Қазақстанға қарабет болса да, бүкіл әлемге қарабет болса да, ол сенің әкең. Сен оны мойындамай, сен оны бағаламай, сен ол кісінің жақсылығын асырып, жамандығын жасырмай, сенің жолың болмайды. Саған үлкен крупный деньги не, пока үлкен большие крупный деньги не приходит. Ақша келмейді. Себебі сен өзіңнің тегіңді мойындап тұрған жоқсың. Сен өзіңнің геніңе, генокодыңа, радиологияңа барлығын құртып тұрсың, көрдіңіз ба? Ақша это папа болды. Власть керек па? Абыройлы болғың келе ма халыққа? Танымал болғың келе ма? Билікте қолыңды ашсаң, алақаңды жұмсаң, жұдырығыңда ұстағың келе ма адамдарды? Әкеңнің ризашылығын ал, әкеңнің алдынан өт, әкеңді мойында, қандай адам болса да. Ол бомжовать етіп жүрген болуы мүмкін, ол дұрыстап жұмыс істемеген бейбақ сорлы болуы мүмкін, бірақ сен үшін не авторитет болу керек, сен үшін на пьедестале тұру керек. Яғни мінбердің жоғарысынан тұратын адам болу керек. Сен үшін Тоқаев емес, әкең авторитет болу керек. Сен үшін Марғұлан Сейсенбаев емес, әкең авторитет болу керек. Сен үшін Нұрлан Жана емес, сен үшін әкең авторитет болу керек. Менің айтқан нәрселерімнің бәрін әкелерің айтты негіз кезінде. Бір шәкіртіме айтып тұрса, осының бәрін негіз әкем айтып тыңдамаппын ғой дейді. Бар да әкеңнен барып кешірім сұра, әкеңмен дұрыстап сөйлес. Арақ ішетін болса, арағын құйып бер дедім. Қоя тұр дедім, басқа діни бір деңгейлерінде. Арағын құйып бер де, соны разылашылығын ал дедім. Башым осы ашылып айтсын дедім. Ол да жыласын, ол да көңілін босатсын. Ол алқаш па, алқаш болса да сыйла дедім. Аузынан переге ұрып тұрса да сен сүйуің керек дедім бетінен дедім. Сонда сен соның ризашылығын аласың. Сен кімсің оны сол жерде дедім. Ты кто такой вообще? Кеше ғана арабша 5-6 әлиф ләм деп жүрген адамсың. Кеше бастадың, 1 жыл, 2 жыл болған жоқ. Ты кто такой оны ашылып ететін? Какой-то бір интернеттегі бір сақалды бет табақтай біреудің әңгімесін тыңдап, әкеңді осуждаешь. Кімсің сен? Сен үшін авторитет әкең болу керек. Ешқандай ұстаз сіздер үшін авторитет емес. Сіздердің ең үлкен ұстаздарыңыз ол сіздердің әкелеріңіз. Әкелердің алдынан бүгіннен бастап өтіңіздер, кешірім сұраңыздар. Жек көрдім ба, жек көрдім. Оказывается, мен қате екен деп жылаңыздар, көңілдеріңізді босатыңыздар, құшақтаңыздар, сүйіңіздер. Әкеңіз сіздің шешеңізден ажырасып, басқа бір үйленіп, басқа жақта бала ақтырып кетсе де, ізінен тауып алып барып, соны мойындау керек. Сонда ғана жолдарыңыз ашылады, сонда ғана жолдарыңыз болады. Квант Вискочоктың көкесі әкені мойындаған кезде болады. Егер о дүниелік болып кетсе, басында бар ғой, бейітке барасыздар, тас тұрады, сол жерде аты жөні тұрады, сол жерге барып Құран оқытып, әкеңізбен сөйлесіңіздер басында отырып. Бізде Қазақстанда үлкен бір проблема. Бізде Қарақалпақстанда каждый четверг күні енді біз көріп өстік, өлген адамдарды еске алуға барып, жетінен таратып, барып Құран оқитын. Қазақстанда вообще адам өлді ма, 40 күннен кейін ұмытып кете салады екен да. Бізде әруақтармен байланыс жоқ. Біз әруақтарды сыйламаймыз вообще. Өлі разы болмайды, тірі байымайды дейді. Естеріңізде сақтап алыңыздар. Мешітке барып сен миллион рет садақа бергеннен бір рет басына баршы, басына бар да, сезін өлім деген не екенін, әруақтың кім екенін сезін. Сонда сенде өлі разы болмайды, тірі байымайды деген сол. Апта сайын барып тұру керек негізі қайтыс болған адам ізінен. Айына хотя бір рет барып тұру керек. Сонда сен тәубеңе келесің, сонда сен мотивация болады. Барып тұрыңыздар, құрсын, болмайды мынау жылына бір рет барған. Немесе есіңе түсіп кеткен кезде баратын адамдар болады. Жаңағы өмірде жол болмаған кезде болады. Көрдіңіздер ғой? Молаға барып тұру керек, зиярат етіп тұру керек. Молаға, бейітке барып тұру керек. Бару керек, Құранды оқыту керек. Оны жұртқа жария салып отырудың қажеті жоқ.
Мешітке барғандарыңызды жұртқа жария саласыздар ғой, білемін мен бүгін мешітте отырмын деп. Өйтіп жария салудың керегі жоқ молаға барғаныңыз. Моланың суретін салуға болмайды. Көрдіңіздер ғой, мен де сіз де мендей болғансыз, мен де сіздей боламын деген сөз бар екен да баяғыда бір жерде мотивациялық. Сіз де өлетініңізді түсінесіз, сонда тәубеңізге келесіз. Мына қазіргі кредит, ипотека, қырт-сырт, анаумен ренжісу, мынаумен бірдеңе бөлісе алмау деген нәрселердің барлығы не істейді? Ол өтірік, далбаса қалады, иллюзия оның барлығы. Сонда әкелеріңіздің ризашылығында. Бұл әке ақша керек болса, билік керек болса, власть керек болса, мейірім, махаббат жетіспей ма, Құдайға деген сенім жетіспей ма, аналарыңызбен қарым-қатынасты реттеңіздер. Ана деген ол мейірім, махаббат, жылулық. Әйеліңмен отношениең дұрыс емес па, шешеңмен отношениең ретте. Күйеуіңмен отношениең дұрыс емес па, жаңағы мамаңмен отношениең. Мама деген ол махаббат қой, мама деген ол жылулық. Мама деген ол адамға деген сүйіспеншілік. Мама деген адамдар жақсы көру үшін сен мамаңды жақсы көруің керек. Мамаң кім болса да, енді айтпай-ақ қояйын, андай мындай деп, жаңағы әкемізді айттық қой, әке туралы. Мамамызды айтпай-ақ қояйық. Кім болса да, қанша рет байға тисе де, қанша рет саған ұрысса да, қанша рет сен ұрса да, ол сен үшін ана, ол сен 9 ай құрсағында көтерді, ол сені қиналып туды, ол бір бала туу деген, енді білмеймін, атыс кеткен нәрсе дейді ғой. Мен өзім былай сезінемін, енді туып көрмесем де. Ана деген ол үлкен махаббаттың белгісі. Жүрегің кең болған қаласаң, жомарт болғың келсе, жүрегің кең болған қаласаң, адамдарды жақсы көрейінші, Құдайға сенімім күшейсін, Құдайға жақындайын, Құдайды жақсы көрейін деген, адамдарды жақсы көру, мейірімді болу, мейірім махаббатқа толы болу деген ол анаға деген махаббаттан басталады. Ана сол үшін жаңа орыстар жеткізе алмайды оны, проработка деп жүр, обида. Ата-анаңмен отношениеңді реттемей байымайсың деген сіздер оны түсінбей, мазақ қылып жүрсіздер, оны құнсыздандырып жүрсіздер. Бұның астарында үлкен философия, бұның астарында үлкен мән мағына жатыр. Бұны сіздерге имамдар, нелер айтпауы да мүмкін. Айтса да бәрін хадиспен бірдеңемен айтады ғой. Мен сендерге кәдімгі өмірден айтып отырмын, шынайы. Түсіндіңіздер ме? Әке шешеңізбен отношения реттелген кезде қарым-қатынас дұрысталады. Бағана мен айттым, керек емес туған туыстардан ажыраңыздар дедім. Егер энергияң жетіп тұрса, ақшаң болып тұрса, мүмкіндік болып тұрса, туған туыстарға араласыңыздар, көмектесіңіздер. Тойларына бара алмасаңыздар да, шақырған жерге қалып қойсаңыз, хотя бы ақшасын жіберіңіздер. Оларға просто так себепсізден себепсіз сыйлықтар беріңіздер. Ол бәрібіріне тектілікке алып келеді негізі. Жаңағы мен жаңағы қоқыстан тазалаңыздар дегенде, ни риба, ни мясо болып жүрме деймін да. Мына ни риба, ни мясо болып жүргенмейді. Көмектес, бірге туғандарыңа жағдайың болса көмектес. Бірақ өзіңнің жарымай жүріп, біреуге көмектесем деп, не өзің жарымай, не біреуді жарытпай аянышты болып жүрмеңіздер. Жағдайың болып жатыр ма, ақша миллиардтап тауып отырсың ба, бүкіл әулетті қамтамасыз етіп, жеті атаңның, әкеңден, шешеңнен тарағанның бәрін жағдайын жаса. Неге жасамасқа? Неге жасамасқа? Достарыңа көмектес, достарыңды тарт, жаңа дос арттыра бергенше ескі досың дамытып, жаңа дос жасап ал. Мен сөйтемін енді. Барынша ескі достарымды тартуға, соларға көмектесуге, ақшам болса бөліп беруге, білім болса бөліп беруге тырысамын, әрине, сұрап жатса. Сұрамаса, жаңа дос арттыратын болсам, жарты Қазақстанның жартысымен мен дос болуға желаниесі бар. Мен сол ескі 34 жасқа дейін дос жинадым, ары қарай мен қатты дос жинауға құлқым нем жоқ, желанием жоқ. 34 жылда неше түрлі досты көрдік, дұшпанды көрдік. Сондықтан бұдан кейін мен дос енді арттырмайын деп айтуға болмайды, әрине арттырасың ғой, бірақ целенаправленно дос керек деп іздемеймін да. Орнынан дос, бары достарым бар, соларды дамытқым келеді. Дамитындарын өзімен бірге алып кетемін, дамымайтындар қалады сол орайында. Бірақ ақыл сұрамаған адамға, көмек сұрамағанда өзім барып көмектесіп, ақыл айтқым келмейді, тем более достарыма. Ол оны кемсітіп жатқан сияқты көрінуі мүмкін да. Әріптестер де осындай әңгіме. Онда оңай емес. Жылайтын әңгіме ғой енді шынымен. Эгоизмді жеңу керек. Эгоизм деген яғни маған хабарлассын, маған өзі шықсын, менен көмек сұрасын. Я анамның қайтыс болған күні еді дейді. Жай жанатта болсын, топырақ торқа болсын, сізге риза болсын, ең бастысы. Қабыл болсын. Құран оқытып, артынан бір не істеп жүрсеңіз, өлі разы болмай, тірі байымайды деген сол. Өлі разы болмайды, тірі байымайды деген сөз сол ғой. Әруақтармен қарым-қатынасты үзбе,
олардың артынан үнемі Құраныңды оқып тұр, садақаңды беріп тұр, олардың жақсылығын айтып, энергия ал деген сөз ғой. Әруақтардың энергетикасы бар. Сол энергетика бізге дух береді. Дух деген сөз, сол рух деген сөз. Рух деген рухани даму деген сөз, сол рухтарды еске алудан басталады. Рухтарды құрметтеуден басталады. Рух деген сол жаңа қайтыс болған, әруақ деген рух екеуі бір сөз. Рухани даму деген сөз, әруағи даму деген сөз ғой, қазақша айтқанда. Әруақпен даму деген сөз, рухани даму деген сөз. Руханият деген сөз, әруағиянат деген сөз ғой, былайша. Әр-руханият деген сөз. Әруақ, янат деген сөз. Дұрыс ба? Руханиятыңызды реттен келсе, рухани дамыңыз есе, аруақпен қарым-қатынасты реттеу керек. Өлілер, біздің қазақ өлілер әлеммен де араласады, тірілер әлеммен де араласады. Өлді болды, салам алейкум деп кетіп қалмайсың ғой. Түсіндіңіз ба? Бүгін әкемнің қайтқан күні дейді. Көрдіңіздер ғой, мен просто так айтып отқан жоқпын да, бұл әңгімені. Бәрі Құдай аузыма салып отыр. Мен айтып отырмын, мен сеземін сіздерді. Кеше ұрсу керек болды, ұрыстым. Бүгін жылату керек болды, жылаттым. Алдын күлдіру керек болды. Неге менің аудиториямда біреудің әкесінің, біреудің шешесінің қайтыс болған күні мен осындай әңгіме айтамын? Случайно деп ойламаймын ғой, мен кездейсоқ деп ойламаймын. Жазбай отқан қаншама адам бар. Көрдіңіз ба? Әруақпен қарым-қатынасты үзбеу керек бізге. Біз не үшін олардың суретін үйге іліп қоямыз, оны табыну үшін іліп қоймаймыз ғой. Немесе олар көзімен қарап бәрі контролер етіп тұрсын деп іліп қоймаймыз. Просто еске алып кетейік, өлгендерді ұмытпауымыз керек. Не үшін біз жаңа Бауыржан Момышұлы деген көше қоямыз? Не үшін біз Абай Құнанбайұлы деген көше қоямыз? Сол көшеде жүргенде сол Бауыржан Момышұлының ерлігін, Абай Құнанбайұлының философиясын, мысалы мен Шевченко деген көшеде тұрамын. Шевченко деген Тарас Шевченко украиндарға еңбек еткен шығар, Қазақстанға да еңбек сіңген. Мына жағымда Наурызбай, мына жағымда Сейфуллин. Сейфуллин сияқты мен Сейфуллин деген кісіні жақсы көремін. Шоқан Уәлиханов деген кісіні жақсы көремін. Әдемі болған да олар. Әдемі, ақылды болған, әдемі болған. Олар рухты болған. Красавчик болып жүруге тұрсам мен Сейфуллин деген көше есіме түскен кезде. Шоқан Уәлиханов дегеннің, мысалы, Шоқанның киімдерін киеміз ғой, Шоқан деген бренд бар. Шоқанның киімдерін кигенде, сол Шоқан сияқты красавчик болуға тырысамыз. Краш болу керек қазіргі заманмен айтқанда. Енді таба алмайтындай ешқандай қиын жоқ. Өзі таңертең менен басқа ешкім тікелей эфир өткізбейді. Көп тікелей эфирдің ішінен таппай іздеп жүретіндей ше. Мен ғана таңертең тікелей эфир өткіземін, бәрі ұйықтап жатыр. Басқа коуч, тренерлер ұйықтап жатқан кезде мен жұмыс істеймін. Басқа тренерлер, жаңағы тренерлер, наставниктер, сіздердің ұстаздарыңыз, сіздердің жаңағы блогерлеріңіз ұйықтап түсін көріп жатқан кезде мен сабақ өтемін. Әдейі істеймін да солай. Жаңағы жұрт, конкуренттер, кеште бәрі отырады олар тікелей эфирде. Кеште 11-12-де, 1-ге дейін, 2-ге дейін, 3-ге дейін отыра береді. Қазақтың интеллигенттері ғой. Эгоизмді жеңіп, кішкене өзіңіздің мүддеңізді, өзіңіздің тәкаппарлығыңызды, өзіңіздің кісілігіңізді, өзіңіздің менмендігіңізді тоқтата тұрыңыз да адамдарға звондаңыздар. Бүгін бүкіл таныстарыңызға, тірі адамдарға звондаңыздаршы. Ертең Құдай қаласа өлілерге барасыздар. Бүгін мүмкіндік болса, бейітке барып, молаға барып оқытыңыздар, қайтыс болғандар. Бүгін четверг как раз сондай күн өзі. Жұмадан алдыңғы күн арапа, жұманың арапасы олдайша айтқанда. Сондықтан барып оқытыңыздар, Құран оқытыңыздар, не істеңіздер, ырымын жасаңыздар. Тағы не деймін? Эгоизм жеңіздер. Адамдарға хабарласыңыздар, адамдардың қал жағдайын сұраңыздар. Тек ақша сұрайтын кезде ғана звондай бермей, ақша шаруа болмаған кезде де звондаңыздар. Адамдарға хабарласқан кезде олардың дауысын естіп, олардың қуанғанын естіп, сіздерде күш болады, үлкен энергия болады. Күшті энергия болып қалады кәдімгідей. Өкпе ренішті обработка жасау деген бар. Өкпе біреуге өкпелеріңіз қара қазандай ма? Бүгін алыңыздар да қағаз алыңыздар, кімге өкпеледім осы 30 жасқа дейін, 40 жасқа дейін, 50 жасқа бәрі өкпелейді. Кімге өкпеледіңіз, кімге ренжідіңіз, бәрін тізіммен жазыңыз да. Болды, мен өкпелемеймін енді ол кісіге, ренжімеймін деп бірінші тізім жазасыз. Не үшін өкпелегеніңізді жазасыз. Сөйтіп, мен енді бұл кісіге өкпелемеймін, өкпе ренішімді алып тастадым, ол кісіден кешірім сұраймын, ренжіткенім үшін. Ол кісіден жаңағыдай, ол кісіге ризамын, ол кісіге жақсылығын мойындаймын, құнсыздандырмаймын деп жақсы жақтарын еске алып, біз көбіне өзімізге көп жақсылық жасаған адамдарға ренжиді екенбіз. Көп жақсылық жасаған адамдар жек көреді екенбіз. Сол бір-ақ рет сізге дұрыс емес істеп қойған үшін, айтып қойған үшін, сөйлеп қойған үшін біз оларды не істейміз? Қатты өкпеміз қара қазандай болады. Біз танымайтын біреуге өкпелемейміз негізі. Біз кімге ренжиміз? Біздің жүрегіміз үйде болатын болса, үйіңе кім болса соны кіргізе бермейсің, үйіңе ең жақын адамдарды кіргізесің. Үйіңе кімді қонақ қыласың? Үйіңе
сенімді адамдарды қонақ қыласың, жақсы көретін адамдарды қонақ қыласың. Ал бірақ ол сенің үйіңе кіріп, сенің басқа біреудің үйіне барып та қонақ болуы мүмкін ғой, ол басқа біреудің үйіне кіруі мүмкін. Сен соған ренжіп қалуың мүмкін. Неге менің үйімде жүріп басқа біреудің үйіне кіресің деп. Ал сен оған біреуді өзіңнің жақын қылып жатқан кезде, жақсы көріп жатқан кезде айтуың керек: мен сені жақсы көремін, мен сені жүрегіме кіргізіп жатырмын. Менің жүрегім проходной двор емес, кіріп шығып жүре берме. Мен туған күнімде құттықтамасаң ренжіп қалатын ауруым бар, кішкене сондай комплекс менде, внимание жетіспейді. Кішкене бала кезде внимание бөлінбей қалған. Сол үшін туған күнді ескертіп отырам, соны ұмытып кетпеңдер, жазып қой заметкаңа. Маған обязательно айына бір рет сыйлық беріп тұру керек. Мені звондағанда көтеру керек. Мен сондай кішкене кірпи аздау адаммын. Телефон көтере алмай қалса, мені жек көреді, бүкіл әлем мені қабылдамайды деп, мен қуып кететін әдетім бар деп. Немесе сен звондап ала алмасаң қайтып звонда деп, өзіңнің өз ережелеріңді, үйіңнің ережелерін жазып қою керек, айтып қою керек. Яғни жүрегіңнің ережелері. Кімді жақын адамға тарттың ба, оған өзіңнің жақын адам болуының ережелерін түсіндіру керек. Сонда ол не, сіздің көңілден шығуға, сізді ренжітпеуге, сіздің ожиданиеңізді орындауға тырысады. Біз әркімді жүрекке кіргізіп аламыз да, үйдің ережесін түсіндірмейміз. Біреу кіріп, біреу шығып, проходной двор болып кеткен, есігің үнемі ашық тұрады. Адамдар кіріп, тамақ жеп, жеп шығып жүре береді. Сосын жұрт бәрі менің үйіме келеді, жүрегіме кіреді, бірақ мені сыйламайды деп қуып отырасың. Сен просто жүрегіңнің есігін аша бермесең, әркімге кілттеп қой. Есікті қақса айт, кім бұл деп. Сөйтіп ана неден қара глазоктан. Сосын мына жақтан есікті ашып тұрып сөйлес, кім керек, не керек. Жүрегіңізге кірейін деп едім, жақсы көріп тұрмын. Білесің ба менің жүрегім ережелерін? Жоқ, білмесең естіп ал. Бірінші, туған күніме құттықтау керек. Екінші, звондағанда алу керек. Үшіншісі, сыйлық жіберу керек. Төртінші, мен жылағанда жұбату керек. Бесінші, мен мұңайған кезде маған қасымда болу керек деген сияқты 5-6 ережені айтасың. Устраивает, давай онда команда. Төрге өт. Енді сенің жүрегің ережелері қандай? Менің жүрегім ережелері мынандай, базар жоқ, келсем болды. Сөйтіп бір-біріңіздің жүректеріңіздің ережелерін. Бүгін марқұм әкем туған күні дейді. Мәссаған, 3 адам ба, 4 адамда сондай болды. Көрдіңіздер ғой, сөйтіп өкпе-реніштерді аласыздар, кімге өкпелеп жүрсіздер, бәрін кешіресіздер, бәрін ұмытасыздар. Жүрек деген жарқырайды. Рахмет, алғыс айтыңыздар. Сізге кім жақсылық жасап, титтей болсын. Есігіңізді ашып берді ме, рахмет айтыңыз. Біреу сізге 5-10 теңге берді ме, рахмет айтыңыз. Біреу сізді жұмысқа тұрғызды ма, рахмет айтыңыз. Біреу сізді оқуға кіруіңізге көмектесті ме, рахмет айтыңыз. Экзаменнен көшіріп, қасыңыздағы адамнан көшіріп, экзаменнен өтіп кетіп, универге грантқа түстіңіз, сол адамның жақсылығын ұмытпаңыз. Кім сізде титтейде болсын жақсылық жасады, соған мынандай жақсылық жасаған сияқты қылып айтып рахмет айтсаңыз, ол адамда да мотивация болады. Кімнен білім алдыңыз? Осы кезге дейін қанша ұстаздан білім алдыңыз, бәрін тізіммен жазыңыз да. Бірінші ұстаз ол сіздің ата-анаңыз. Ата-анаңыздан бастаңыз, алғыс айтып. Ата-анам, ұстазым білім бергеніне рахмет емес. Соңғы 2 жылда олар конкретно қандай сізге жақсылық жасады? Бұның бәрі негізі кітапта бар техникалар, сіздер оны кітапта оқымайсыздар да, сол үшін айтып отырмын. Бәрі кітапта айтылған бутерброд әдісі деген бар кітапта. Оны кітапта орындамайсыздар, сол үшін қайталап айтып отыр. Кітапты сатып алады, бірақ оны сосын орындағы адам көрмедім мен. Көп нәрселер, сабақта айтылған нәрсе бәрі кітапта бар да, оны бірақ сіздер кітапта оқымайсыздар. Себебі оған не жоқ, мида қоқыс рұқсат етпейді. Кірмейді ол миға. Рахмет, алғыс айту керек. По факту айту керек. Мынандай жасаған жақсылығыңа рахмет, мынандай группаға, общий группаға, группадағылардың бәріне рахмет деп отыруға болмайды. Жеке әрқайсысына ұзын қылып толтырып, проблемаңыз жазғанда толтырып жазған сияқты, рахметіңізді толтырып жазып жіберіңіз. Тегін сабақтарыңызға рахмет деген бір ауыз сөздерің өтпейді. Конкретно не үшін рахмет? Қай сабаққа, қай әңгіме үшін рахмет? Ол сізге қалай действовать етті? Маған өтіп қор рахмет деген болмайды. Өтірік рахметтерің для галочки керек емес, жарай ма? Дұрыстап айтыңыздар, рахмет айтатын болсаңдар. Оттың суретін жібересіздер комментарийге. Жазсаңыздар бір 5-6 ауыз сөз. Сөзді аяйсыздар ма менен? Мен ұйқымда қиып, барлығын қиып, таңертең 2 сағат сөйлеймін ғой. Сіздер 2 минут жұмсай алмайсыздар ма? 3 сөйлем жазуға? 5 сөйлем жазуға 5 минуттаңыз қимайсыздар ма? Өтірікпейді, рахмет деп қойған болмайды. Дұрыстап рахмет айтыңыздар. Деп ұрысып кетсең де, жарайды, рахмет, оған да рахмет, рахметіңе рахмет онда. Қоқыстан мида қалай құтыламыз? Бұл сабақта барлығын айтып тастадым мен. Қалай қосылып, осы сабақты дұрыстап қарайсыз. Сұрақ қоя бермеңіздер, басынан бастап қарай алмаған өздеріңіз кінәлісіздер. Хабарласып тұру керек. Айына 1 рет хабарласпаған адамды досым деп айтуға болмайды. Айына 1 рет кездеспеген, бір қалада тұрып кездеспеген, айына 1 рет кездеспеген, хотя бы 2 айда 1 рет кездеспеген адамды досым деп айтуға не имеешь права.
ол досың емес, жай таныс, тамыр деп таныс деп қойсаңыз болады. Мидағы қоқыс көп нәрсені жасатпайды екен. Алла разылығы үшін сізге көп рахмет дейді. Тыңдауды үйреніңіздер сосын. Мидағы шумдар сізді тыңдатпайды. Біреудің қасында отырасыз, көзің бақырайып отырады, бірақ миың бана кредит жабу керек еді, ана әйелдің риза қылу керек еді, анау ренжіп қалды, ана бала шаға жылап қалды, детсадта жүр, оны ұрған жоқ екен біреу, анау мектепке кетті, мектепте біреуден таяжап қалмады ма екен деп ойланып отырсаңыздар, көзіңіз бақырайғанмен құлағыңыз ештеңе естімейді. Тыңдауды үйреніңіздер. Осы жерде біреу сөйлеп жатыр ма, екі адам сөйлесіп отырса, сен үшін ең маңызды адам өмірдегі сол алдыңызда сізді әңгіме айтып, алдыңызда сізді тыңдап отырған адам ең маңызды адам өміріңізде. Здесь и сейчас деген сол. Жақсы, ең сіз үшін маңызды адам қазір менмін, сіздер үшін маңызды адам. Өйткені мен сөйлеп отырмын, мен тыңдауыңыз керек. Әке шешені басқаны қоя тұрыңыздар. Сосын сабақ бітеді, сосын еске аласыздар. Әкеңізді де, шешеңізді де, бәрін. Көрдіңіздер ме? Мен сіздер үшін мен үшін қазір мен баламды, әйелімді, басқа әке шешемді ойлап отырған жоқпын. Сіздерді ойлап отырмын. Мен үшін сіздерді сәйкесінше маңызды адамсыздар қазір. Сол үшін мен бүкіл фокусты осы білім беруге арнап жатырмын. Осы мен бүгінгі 7-ші сабақта бітейін деп қалды. Ертең Құдай қаласа 8-ші сабақ, сонымен мен біраз уже 15 сабақ жасап тастадым квантовый скачок туралы. Осыны міндетті түрде оқыңыздар, ақша табыңыздар, сосын ақшаны ары қарай да дамуға салыңыздар. Өздеріңізден аямаңыздар ақшаны, жарай ма? Білім алып, жаңа деңгейге көтеріліңіздер. Маған керек кезде менің өмірімде пайда болдыңыз, сабақ білім беріп, мені көзқарасымды өзгерттіңіз, басқаша ашылдым дейді. Рахмет. Сіздің бұның алдында 7 күндік деген сағыңыз қарап, менде блоктар шығып кетті. Уже өмірге көзқарасым өзгерді дейді. Өмірінде бастай алмай жатқан 3-4 риск жасадым дейді. Карамат. Сол энергия көбейген кезде адам батыл қадамдар жасайды, смелый шагтар жасайды, смелый поступок жасайды. Яғни жаңа деңгейге көтеріледі. Қорықпай істейтін болады. Тәуекел қылуды үйренеді. Тәуекел дегенде Аллаға тәуекел деген сөз болса да, болмаса да Құдайға да. Жақсы болса керемет, Аллаға шүкіршілік етемін, болмай қалса да шүкіршілік етемін. Өйткені осы болмағанның арқасында үлкен сабақ алдым, тәжірибе алдым, даналық алдым, дана бола бастадым, мудрее стал дейді ғой, мудрый болып кеттіңіз. Әкеме, анама ешқандай ренжім жоқ. Оларға өз балам туылғанда риза болып алғыс айтамын. Әр күнде алғыс айтып отырамын. Бүгінгі эфир өте маңызды әңгімелер. Сізге рахмет, таңғы эфир, энергияны арттыратын сабағыңыз. Ұйқыңызды қиып біздің санамызды оятуға атсалып жатқаныңыз үшін рахмет. Мен сосын дайындаламын ғой бұл сабаққа. Просто так шыға салмаймын, дайындалып шығамын. Барлық жағынан ментально, физически дайындаласың, материал дайындайсың, просто так шыға салмайсың. Кәдімгі платный сабаққа не беремін, соны беріп жатырмын ғой. Менің ойымдағы сұрақтардың бәріне жауап бердіңіздер. Менің адамдарға деген көзқарас ойым өзгерді. Бұрын көп ұрсатын едім, қазір ойымда есту мен тыңдаудың маңызы туралы деп жазып қою керек. Есту деген бар, ол есту дұр деген заттарды естисің. Тыңдау деген бұл миыңа құю деген сөз. Сабақты қарап жүріп бұрынғы таңғы әдеттерімді қайта бастадым. 3 жыл үзіліс болып қалған еді. Қайта ішкі жалын жаңа бастады. Солай санамды ерте ескі өзгерткеніңізге мың алғыс дейді. Сізге шын ризамын, өміріме, ата-анама, балаларыма ризамын. Благодарность көбейді айналадағы адамдарға. Өзімді тануыма көмектесіп жатырсыз. Сіздің подачаңыз мощный дейді. Рахмет. Бұл әртүрлі адамдардың пікірлері, мұны әртүрлі адамдар жазып жатыр. Өте көп комментарий жазылып жатыр. Мен оның ішінде бірен саран көзіме түскенін оқып жатырмын, құрметті. Ана неде біреудің жазғандары записьте көрінбейді екен. Сондықтан записьте қарағанның, тікелей эфирді тірілей қарағанның айырмашылығы аспан мен жер. 10 есе 100 есе көп энергия аласыз. Өйткені мен дәл осы уақытта сөйлеп отырмын, дәл осы уақытта сіз тыңдап отырсыз. Бір пространствода болғандықтан бір измерениеде естисіз да. Ал кейіне кеште таңда 1-2 күннен кейін 5-6 күннен кейін қарасаңыз, оның ыстығы басылып қалады. Ол бір неживой сияқты болып тұрады. Саған менің айтқаным өтпей, ұнамай отырады, раздражать етіп отырады. Ол мен емес сізді раздражать етеді. Ол сіздің не миыңыз қасарысып жатыр, энергияны сезінбей жатыр, көрдіңіз ба? Сондықтан тікелей эфирді қарау керек. Білгеніңізді, көргеніңізді, сезгеніңізді бөлісіңіздер. Осы білген білімді міндетті түрде 100 адаммен, 1000 адаммен бөлісіңіздер. Өзіңізде сақтап жүре беріңіздер. Мен сіздерге аямай тегін беріп жатырмын, күнде бүкіл сабақты сақтап жатырмын, өшіріп тастап жатқан жоқпын. Сіздер де осы тегін сабақты, осы білімді көбірек адамға таратыңыздар. 100 000 адамға таратыңыздар. Олар да өзгерсін. Оларға да 100-дің хотя біреу өзгерсе, бізге жақсы. Бір адамға елімізде жақсы, осознанный адамдар көбейген сайын еліміз дамиды, жұртымыз жақсарады. Нұрлан Албанға ұқсайсыз дейді. Соны айта береді, Нұрлан Албанға қай жерім ұқсайды?
сіздің сабағыңызға офлайн қатысқым келеді дейді. Қатысыңыз. Миллион теңге төлесеңіз топтық коучингке қатысасыз. Не төлесеңіз 5 миллион төлесеңіз жеке наставничествоға қатысасыз. Хотя бы кітабымды алып оқып тренингке келуден бастасаңыз, білгеніңізді, көргеніңізді айналаңызға айтып жүріңіздер, тоқтамаңыздар. Сезген өзіңіздің сезіміңізді бөлсеңіздер. Жақсы эмоцияны бөлсең, жақсылықты бөлсең көбейеді, жамандықты бөлсең азаяды дейді. Жақсылықты бөлсе беріңіздер. Білгеніңізді, көргеніңізді, сезгеніңізді аяп қалмаңыздар. Сараң болмаңыздар, сезімге сараң болмаңыздар, эмоцияға сараң болмаңыздар. Көргеніңізді айтуға сараңдық танытпаңыздар. Білгеніңізді айтуға сараңдық танытпаңыздар. Бір-екі тағы бір жарнама жасап жіберейін. Объявление дейді ғой, объявление жасап жүрейінші. Міне, скриншот жасап алыңыздар. 10 қыркүйек Ақтау қаласында. Осы жексенбі Құдай қаласа Ақтау қаласында боламыз. Адам өте аз қатысып жатыр, ақтаулықтар, маңғыстаулықтар көбірек қатысыңыздар. Мен батыстан 4 облыстың ішінен бірінші болып сіздерге барайын дегем, бірақ адам өте аз болып жатыр. Естімей жатыр. Айтып жатырмыз барлық жерден, бірақ аз болып жатыр. 17 қыркүйек Астана. Сіздерде де аз болып жатыр. Шымкент пен Қызылордадан мәселе жоқ. Шымкент пен Қызылордадан вообще уайымдап тұрған жоқ. Ол жақта партнерлар бар, біріншіден адамдар бар жинайтын. Егер сіз Ақтау қаласынан немесе Астана қаласынан болсаңыз, міндетті түрде 10 мың теңгеге кітап сатып алып келіңіздер тренингке. Мына нені скриншот жасап алыңыздар. Ақтауда тұратын таныстарыңызға жіберіңіздер. Астанада тұратын бауырларыңызға, таныстарыңызға жіберіңіздер. Ол тренинг басталғанша менің тегін сабақтарым қарап маған кішкене үйренісіп алсын, ертең шошып кетпесін, ұрыс приколдар айтып жатқанда түсінбей қалмасын. Жылатып айтып жатқан кезде біртүрлі болып қалмасын. 10 мың теңгеге кітап алады, тренингке тегін қатысады. Мына 708 111 6094 нұрлы О деген нөмірге, Каспий нөмірге 10 мың теңгені саласыз. Чекті бүйтіп төменде стрелок тұрады, соны бассаңыз чек шығады, немесе скриншот өткізіп басып аласыз, екі жағын басып. Сол чекті осы нөмірде WhatsApp бар, осы WhatsApp нөмірге аласыз да жібересіз чекті. Сосын ат жөнім мынандай қаладан. Мына күнгі тренингке мен жазып қойсаңыз. Ақтауда 17 қыркүйек барам, немесе 17 қыркүйек Астанаға барам, 10 қыркүйек Ақтауға барам, 17 қыркүйек Астанаға барам деген сияқты өз қалаңызды датасымен жазып қойыңыз. Сөйтіп, ал енді WhatsApp-тан нөмір шықпай жатыр деп жазатындарға бір лайфхак, плюс 7 708 деп жазу керек, любой нөмір. 8 деп жазсаңыз, вообще WhatsApp-тан шықпайды екен. Плюс 7 708 деп жазсаңыз, WhatsApp-тан шығады. Неге плюс 7-ні өздері Каспийде жазып береді, сол үшін бірден 708 деп жазып кетесің. Каспийде алдына плюс 7-ні 8-ді қойудың қажеті жоқ. Егер қойса бір көшіріп алып салған кезде, алдын өшіріп отыру керек, ол энергия затратный да. Сондықтан Каспийге нөмір жіберетін кезде басында плюс 7-ні 8-ді алып тастайсыз. WhatsApp-қа нөмірді сақтайтын кезде плюс 7-ні қосасыз. 8-ді қосып звондай беруге болады, бірақ 8 деген қазір не помогает, плюс 7 деп жазу керек. 10 қыркүйек Ақтау қаласында күтеміз. 17 қыркүйек Астана қаласында күтеміз. 24 қыркүйек Шымкент қаласында күтеміз. 1 қазан Қызылорда қаласында. Осымен бізде бір 200 кітап қалды, сонымен 200 кітап бітеді. Келесі кітап жазып жатырмын мен қазір. Квантовый скачок деген кітап жазып жатырмын. Сол кітаппен Құдай қаласа сіздермен бөлісемін. Ол кітапқа да партнер боласыздар, ол кітапты таратасыздар. Уже тренингтер жасай бастаймыз, күшті болады. Ана кітаптан кейін тренингтерге шығамыз, үлкен тренингтерге. Көрдіңіздер ғой. Түсінікті ғой, скриншот жасап алдыңыздар ма, баршаңыз лайк басып жүріңіздер. Мына жерде жүрек бар, сол жүректі бассаңыздар көп лайктар шығады. Мен сіздердің скриншот жасап алғандарыңызды сол арқылы сеземін. Комментарий қосылмайды. Не үшін комментарий қосылмайды? Мына жазулар көрінбей қалады, комментарий қосылсам. Лайк басып жіберіңіздер, жүректі. Жүрек не жалко шығар? Скриншот жасап алыңыздар. Молодец. Скриншот жасап алыңыздар міне. Көрдіңіздер, ана комментарийлер шыққан кезде Ақтау, Астана. Ақтау 10 қыркүйек Ақтау қаласында, осы 2-3 күннен кейін жексенбі. 17 қыркүйек келесі жексенбі Астана қаласында. Одан кейін жексенбі Құдай қаласа 24 қыркүйек Шымкент. Одан кейінгі 1 қазан Қызылорда. Ақтау Астанаға билет алып қойдық, барлығы дайын, Құдай қаласа. Самолет дайын, Air Астана дайын. Шымкентте Қызылорда жақындағын ала саламыз, енді жақын, машинамен болса да бара саламыз, проблема жоқ. Пойызбен болса да бара саламыз. Шымкент Қызылорда ол оңтүстік қой, оңай. Дам-дам-дари-дарай, дам-дари-дарай, әперем-ау, ау-ау-ау-ау, әперем-ай, ай-ай-ай-ай деп.
уақытын бәрін айтамыз. 10 мың теңге төлесеңіз, уақытында айтамын, қайда болатынын айтамын. Сіздер алдын ала төлемесеңіздер, біз зал ала алмаймыз. Біз білмейміз да қаншадан келетінін. Сондықтан залды соның шамасына қарай аламыз. Дұрыс зал алу үшін, дұрыс жерге бару үшін сіздер алдын ала ақша төлеуіңіз керек. Қашан болады еді, мен шаруаларым үлгерем ба деп, бір күн шаруаларыңызды қоя тұрыңыздаршы. Бүкіл әлемдік мәселені шешіп жатсаңыздар, бір күн шаруаларыңызды қоя тұрыңыздар. Таңертең сол 11-12-ден бастап 5-6 сағат болады. Обычно солай емес. Алматыда болмайды. Алматыда әзірге жасамаймыз. Жасасақ қымбат болады. Алматыда 3 рет жасадым, шаршап кеттім шынымен. Энергияңа ақша төлемесе шаршайды екенсің. Мен энергия бөліп жатырмын, оған ақша келмесе мен шаршаймын. Сол үшін ақша төлеу керек та, ақша төлеп келу керек. Сіздерге көп нәрселер қонбайды, потому что бұның бәрі тегін да. Ақша шығармағаннан кейін сен алуға ұялады, миың айтады, я мынау білім керек емес, біз ақша төлеген жоқпыз бұған. Алсақ ұят болады дейді. Сол үшін ақша төлеуге үйреніңіздер. 100 мың, 200 мың, 300 мыңнан бастап миллиардқа дейін төлеу беруге болады. Көрдіңіздер ме? Ана ми ақшасы, сіз ұялмасаңыз да миыңыз ұялады. Ақшасыз бір нәрсені алуға. Денеңіз ұялады, жүрегіңіз ұялады, көрдіңіз ғой. Оларда ұят сезім бар ғой, бізге қарағанда айырмашылығы сол да. Сондықтан ақша беріп алып үйреніңіздер да. Ақша қалытсем осы кісіге ақша беретін мүмкіндік болады екен деп күтіп отыруымыз керек. Енді мен гүл алмаймын, қатын емеспін, қыз емеспін, әйел емеспін, гүл салып жіберетін. Маған гүл керек емес мысалы. Мысалы менің орнымда басқа бірдеңе ханым болса, Нұргүл ханым болатын болсам, маған гүл салып жүретін емес. Кітап алып қойған болсаңыз, 10 мың теңге төлемей қойыңыз. Сол 10 мың теңгені өзіңізге бірдеңе алып жерсіз, Құдай қаласа. Кітап алғандар бұрын Астана, Ақтау, Қызылордадан бұрын кітап алған болсаңыздар, сіздер тегін келе беріңіздер, кітабыңызбен келіңіздер, бірақ или чегіңізбен келіңіз. Сіздерден қайтадан төлеудің қажеті жоқ. Жоқ, құрсын 10 мың теңге тегін барған ұят болады, 10 мың теңге бере салайын деген ондай жомарт болып бара жатсаңыздар, разговор жоқ, әңгіме жоқ. Разговор жоқ. Оны біз есте сақтаймыз, біз оны жақсы бағалаймыз. Артылып жатқан жаңағыдай бағалаймын десеңіз, 10 мың теңгеге хотя бағалаймын тренингте дейтін болсаңыз, төлесеңіз мен қарсы емеспін. Бірақ атак тегін кіре беріңіздер, бір рет кітап алғандар. Миыларыңыздан, жүректеріңізден ұят болмау үшін бірінші мүмкіндікте ақшаға бірдеңе сатып алыңыздар. Сосын жаңағы бізден тапқан ақшаны бізге жұмсаңыздар. Менің сабамнан ақша тауып, басқа біреудің сабағын алып жүрмеңіздер. Аманатқа қиянат жасап, ұят болады. Осы жерден білім алып ақша таптым, осы жерге салып. Көрдіңіз бе? Алтын шыққан жерді белшесінен қаз дейді. Мына жерден алтын шығып жатыр, сен бұл жерден алтын қазбай, басқа жақты қазсаң, ана күрек де ренжиді, алтынды жер де ренжиді, алтын да ренжиді. Мына жерді қаза бермеңіз, жақсы алтын шығып жатыр еді ғой деп айтады сізге. Ұялып тұрсаңыз, онда ұятыңыз болса 10 мың теңге салып жіберсеңіз, Нұрлы риза болып қалады, Нұрлыға беремін 10 мың теңге. Менің әйелім бар, менің өзіме бермесеңіз де гүлді әйеліме берсеңіздер болады. Осы номер арқылы адресін сұрайсыздар да, маған қатты бір сыйлық бергілеріңіз келіп жатса, сол әйеліме берсеңіздер болады. Осындай күйеуді таңертең ерте тұрғызып, адам қылып, біздің алдымызда тоқтамай сөйлеп отыруға, мотивация беріп жатқаныңа, энергия беріп жатқаныңа, махаббат беріп жатқаныңа, жақсылық жасап, бала туып, сол жігіттің ұрпағын дамытып жатқаныңа рахмет деп, сөйтіп әйеліме комплимент жасаңыздар болады. Менің мамам бар еще, шешем бар, шешеме жіберсеңіздер болады. Осындай баланы туғаныңа рахмет, дұрыс жігіт екен деп, сыйлық жасауға болады. Ол кісі де қуанып қалады, көрдіңіздер ғой. Көп вариантов много. Оралда тұрсаңыздар, Оралда қайненем бар деп бүкіл әйелдерді айтып шыққан деймін өмірдегі. Сондай да, қысқасы сыйлық жасаймын десеңіздер, маған бір титтей де болса, бір ризашылығымызды 14 күннен бері тегін сабағын оқып отырмыз, бейшара ұят болды деген бір, хотя күнде 1000 теңгеден болса да 14 мың теңге бірдеңе салып жіберейікші деген бір ұят сезім оянып кетсе, немесе благодарность сезім оянып кетіп жатса, міне осы номерге хабарласып сыйлық, мыйлық жіберуге болады. Оны айтпай да істей беруге болады еді, бірақ ешкім істемей жатыр, сол үшін айтуға тура келіп тұр. 30 мың, 40 мың адам қарады мен Квантовское шоуға, бірақ 3 адам, 4 адам олай істеген жоқ. Сол үшін мен ұятта болса айтып жатырмын. Осылай маған істемесеңіздер де келесіде басқа біреулер бірдеңе берсе істеп үйреніңіздер, жарай ма? Бере берген кезде сіздерге ақша келе береді. Қанша бересің, сонша келеді. Бере алмайсаң берілмейді. Сараң кішкене ақшаға өлген адам болсаң, сараңдау адам болсаң, ақша келуі қиындау болады. Астанада өтетін тренингке Қарағанды, Ақмола облыстарынан тұрғындарына қатысуға болады. Мүмкіндік жіберіп алмау керек. Астаналықтар осы тренингке қатыспай. Ол Қарағандыға мен
немесе Көкшетау, Ақмолаға бармаймын, сондықтан Астанаға келіңіздер. Енді барлығын айтып жатырмыз, енді бет жүзі бар демей айтып салып жатырық, оған да ренжімеңіздер. Енді 14 күннен бері шыдадық. Сөзбен емес, хотя бы энергетикасы күштірек ақшамен сыйлық жасасын деп жатырмын ғой, көрдіңіз ба? Дәл сол күні демалыс болғанда, сол жексенбі әдейі демалатын күні қойып қойыппыз ғой. Понедельник қойып қойсақ ешкім келмес еді, вторник қойып қойсақ келмес еді. Жексенбі, сенбі күндері жасаймыз, әдейі демалатын күн. Кішкене логиканы қосамыз ондай кезде. Дүйсенбі, сейсенбі жасауға болмайды, среда деген. Адамдар жұмыс істейді ол кезде. Жұмыс істемесе жұмыс істейтін сияқты болып вид танытып жүреді, сондықтан бармаймыз. Не деймін енді? Бәрін айттым, бәрін айтта, бірін айт. Сол ақша төлеңіздер, біз байсақ, сіз де байсыз, сіз байсақ, біз де байымыз. Бір-бірімізге ақшамен қарым-қатынас жасап үйренейік, қор сөзбен емес, иә. Партнерствоны да айтып жіберейін, ақыр партнер болыңыздар менімен. Партнер болатын болсаңыздар, мынандай мүмкіндіктер бар, қазір көрсетейін. Соңғы 2 сабақ қалды, от души өзімнің өнімдерімді сатып алайын. Что ертең. Итак, 200 000 теңгелік партнерлық деген бар бізде. 200 000 теңгеге жаңа жыл 31 декабрь сағат 23:59-ға дейін бізбен партнер боласыз. Жаңа жылға дейін менен білім аласыз, энергия, ақыл кеңес аласыз. Сату маркетинг туралы минимум 5 сабақ, жақсы істесеңіздер 10-15 сабаққа дейін өткіземін. 2 апталық топтық коучингке қатысасыз. 2 апталық топтық коучинг деген примерно құндылығы 500 000. Ана сату маркетинг туралы 5-10 сабақтың құндылығы 1 000 000 теңге. 1,5 миллион болды ма? Жаңа жылға дейін ақыл кеңес алу деген тоже бір ай сайын 1 миллиондан есептесек 4 миллион. Общий қанша болды? 5,5 миллион теңге болды. Квантовый скачок тренинг курстарға тегін қатысасыз. Мен жақында курс шығарамын, 200-300 мың болады бағасы примерно. Соған тегін қатысасыз. Егер қазір партнерство алсаңыз. Кемі 200-300 мың теңге. Қанша теңге болса да, 500 мың болса да сізге тегін беремін партнер болған үшін. Себебі сіз оны сатуыңыз керек қой. Әрбір сатылымнан, курстың сатылымынан 20% беремін. Сосын ақылы тренингтер ұйымдастырамын. Ақылы тренингтерінде әрбір сатылымнан сіз клиент тапсаңыз, сол әрбір тапқан клиентіңізге 20% беремін. Тренингпен курсқа 20% беремін. Бұл квантовый скачок тренинг курстарының өзі бір кемі 500 000 теңгелік құндылық береді. Мысалы, 100 000 теңгеден тренинг ұйымдастырсам, 2 рет тренингке қатыссаңыз, уже 200 000. Курс сатып алсаңыз 300 000. Ол екеуін қосақ 500. Сонда общий 6 миллион болды үш құндылық. Өзіңіз тапқан әр клиенттен 100 000, 500 000. Мысалы, топтық коучингке бір клиент тапсаңыз, 100 000 аласыз. Жеке наставничествоға, тәлімгерлікке клиент тапсаңыз, 10% 5 миллионнан 500 000 аласыз. Бұл жерде де жоқ дегенде 2 миллиондай ақша табуға болады. 4 айдың ішінде дұрыстап жұмыс істесеңіздер. Тренинг курстардан ақша табасыз. Ол жерде 20% аласыз. Ол жерден де бір дұрыстап жұмыс істесеңіз 2 миллион табуға болады. Айына 500 000-нан тапқанның өзінде сіз жаңа жылға 2 миллион табасыз. Сонда ана жоғарыда ақпен белгіленген 4 строка, 4 қатар 6 миллион болды. Мына астындағы 3 қатар 2 миллионнан 4 миллион, общий 10 миллион теңгенің құндылығын аласыздар 4 айдың ішінде. Өзіңіздің бизнесіңізге де ақыл кеңес сұрауға болады арасында. Күнде емес енді арасында. Жалпы менімен жақын дос боласыз, араласасыз. Сонша біліміңізді алды, қанша мың ақша түсіп жатыр. Сізге бір благодарение болсын десеңіздер, хотя партнер болыңыздар. Гүл жіберуге, шоколад жіберуге, ақша жіберуге шама болмаса, просто так. Донат деген нәрсе бар ағылшындарда. Просто бір адам мақаласын оқисың, ұнап қалса, немесе бір адам кітабын оқисың, ұнап қалса, донат салып жібересің. Донат деген donation деп айтады. Донат дейді ғой, білмеймін. Сыйлық қой, сыйлық ризашылық салып жіберуге болады. Просто так ақша салып жіберуге болады жаңағы нөмірге. Обязательно бірдеңе сатып алып берудің қажеті жоқ. Ұялмай жібере беріңіздер сыйлық сияпаттарыңызды. Молдаларға да жіберіп тұрасыздар ғой, ұстаз, рахмет. Тура сондай маған да жіберіп тұруға болады. Түсіндіңіздер ғой да, жалпы партнерствоны айттым, кітапта тренингтің ережесін айттым, сыйлық жіберуді айттым, гүл жіберуді айттым, номерін айттым, барлығы көрініп тұр. Білім алып, риза болып, қалай ризашылығын білдіреріңізді білмей жатсаңыздар, сөйтіп сыйлық, мейлік, ақшамен ілтипатыңызды көрсетсеңіздер болады. Комментарий жазып жіберіңдер, 1-2 ауыз, соны мен Шымкентке жолға шығайын ағайындар. Тан-тан-тари-таран, тан-тари-рарай, о-о-о, әперемай, ай-ай, әперемай деп отырамыз сосын. Үй алып беруге, көлік алып беруге болады. Сотка алып беруге болады. Компьютер алып беруге болады. Сұрасаңыздар өзім айтамын, тізім бар менде.
күшті брендовый киімдер сыйласаңыздар болады. Байсыңдар ғой сіздер негізі. Сіздердің мендей ұстаздарың бар, сіздер байсыздар. Көңілдеріңіз бай. Көрдіңіздер ма? Жалған ай. Беру мәдениетін үйретіп жатырмын, алу мәдениетін емес. Ала бересің. Арасында беріп тұру. Квантовый скачокта не істеу керек дейді. Секіріп ойнау керек ана. Батутқа барып секіресің, сол квантовый скачок болады сен үшін. Ертең Шымкентке барам, құдай қаласа, бір Шымкентте адамдар көп болса, бір таңғы ас па, түскі ас па, бір отырып оқырмандармен кездесу жасау ниетіміз бар. Шымкенттіктер болсаңыздар, хабарласыңыздар, бәріңізді жинап, бір бас қосып, шай ішіп отырып әңгіме айтамыз. Күшті әңгіме айтамыз негізі шай ішіп отырған кезде. Қарағандыға келесіз бе, әлде Астанаға бар? Астанаға келіңіз, Қарағандыға бара алмаймын. Шай ішіп отырып күшті әңгіме айтып қоямын негізі. Беру мәдениеті, жаттап алыңыздар. Беріп үйреніңіздер. Бере бересің. Сонда Құдай саған бере береді. Алу беру балансын сақтау керек дейді. Энергия алмасу дұрыс болу керек қой. Бүгін күтеміз енді. Қанша адамнан сыйлық түседі, қанша адамнан ақша түседі, қанша адамнан көлік, машина келеді. Бәрін күтеміз, сосын жариялаймыз, жақсылық жасағанда. Мынау құпия түрде болсын, ұстаз ешкім білмей қойсын десеңіздер, құпия сақтаймыз. Мұң сабақ өте керемет өтті дейді. Оңтүстік жақтар қазір жылы Астанада суды дейді. Астанаға қалың киіп барамыз. Талдықорғанға келесіз бе дейді. Талдықорғанға шақырып жатқан маған бір күтіп отқан адамдар аз болып тұр. 50 адам жиналса, любой ауылға баруға, шалғайға баруға дайынмын. Рахмет беріп жатқан біліміңіз үшін. Алланың нұры жаусын, ақ жолдарыңыз болсын, аман есен барып қайтуларыңызға тілектеспін. Әумин. Тілектеріңіз қабыл болсын, айналайын. Басқа сұрақ жоқ болса, мен жайлап дайындала берейін. Қазір еріп алайымды ішіп алып, аэропортқа шолдайын, жарай ма? Әперем-ай. Бүгін Ақтау қаласында болам. Ақтауда күтіңіздер. Қызылордаға барамыз октябрьде. Осы айда 3 қаланы бітірсек, главный. Сосын келесі айда Қызылордаға барамыз. Қарағанды любойына бара береміз. 50-60 адам. Ана гектер интернет болып кетті. Давайте онда комментарий жазыңыздар, аман болыңыздар, энергиямыз тасын. Нұрлан Жанаев, көп нұрмай Квантовый скачокқа бірге.